Құрметті көрермендер, бүгінгі подкасттың қонағы саясаттанушы Саясат Нұрбек, бірақ қазір саясатпен көп айналыспайды, мүлдем басқа бағытта. Жаңа мамандықтарды зерттеп жүрсіз, оны Қазақстанға енгізу үшін, сол мамандықтарды енгізу үшін мемлекеттен қолдау қажет пе, әлде нарық өзі реттеп ала ма? Өкінішке орай мемлекеттен қажет керек болады. Неліктен, неге десеңіз, ең үлкен жұмыс беруші қазіргі таңда Қазақстанда үкіметтің өзі. Яғни, мына еңбек нарығына қарайтын болсақ, бізде енді 10 миллионға жуық еңбек күшіміз, 9,8 миллион адам жұмыс істеп жатыр. Жұмыс күші деген сөз бар, workforce. Соның кемінде 30% мемлекетке тікелей ақшалады, мемлекеттік бюджеттен. Яғни оның ішінде мемлекеттік қызметкерлер, ұлттық компаниялардың қызметкерлері, ұстаздар, медицина қызметкерлері, сосын неше түрлі ГУ, ЧУ, РГП, мемлекетке байланысты, яғни тікелей бюджеттен жалақы алатын адамдар кемінде бір 30-40%, еңбек күшінің 30-40%. Сондықтан амалсыз, мемлекетсіз жұмыс беруші ретінде бұл осы мәселеде біз тыс қалмаймыз. Әрине, нарық, еңбек нарығы қазір Қазақстанда үлкен проблемалар бар, жүйелі проблемалар. Мына пандемия, індет, өкінішке орай сол проблемаларды бізде көрсетті. Мінекейіңіз. Бетіне шығарды. Бетіне нақты шығарды. Мінекейіңіз, жұмыссызды адамдар отырған адамдардың былай екен. Бізде ресми статистикаға сәйкес келмейтінін көрсетті, және мына өз-өзін жұмыспен қамтамасыз ету, орысшасы не еді? Самозанятый деген бір ұғым бар бізде, өз-өзін жұмыспен қамтамасыз еткен адамдар. Өкінішке орай, олардың да көбісі жұмыссыз нақты, яғни мемлекеттің көмек, бір пособие, тікелей бір қаржылай көмекке мұқтаж адамдар болып шыға келді. Сондықтан өкінішке орай мемлекетсіз еңбек нарығына біз дұрысталмаймыз, реттелмейміз. Ол да не үшін онда мына мамандықтарды біз қазір зерттеп жатырмыз, осындай мамандық керек бізге деп жатырмыз. Нарыққа аса қажетті болмаса онда. Жоқ. Мінекейіңіз, бұл жерде мемлекеттің көмегі қай жерде керек? Қай жерде? Екі маңызды процесте. Біріншіден, бізде ұлттық квалификация жүйе деген пәле бар. Яғни әр маман, әр мамандық, әр жұмыстың түрі ол ұлттық квалификациялық жүйенің ішінде реттелу керек. Мінекейіңіз. Мүсінші өзінің коды, шифры беріледі. Ол осындай білімге қажет болу керек. Ол осындай сертификат немесе диплом алу үшін осындай дағдылары білім болу керек. Бұл бір. Екінші, білім беру жүйесінде. Өкінішке орай, білім беру жүйесі бізде реттелген. Бізде мемлекет тарапынан, білесіздер, ұлттық стандарттар бар. Жеке меншік жоғары оқу орындар, жеке меншік колледждердің өзі әлі күнге дейін оқу бағдарламалардың мазмұнын мемлекеттік талаптарға сай келтіру керек. Білім және ғылым министрлігі тарапынан реттелген стандарт, мемлекеттік ұлттық стандарты соған сәйкестендіру керек. Сондықтан осы екі маңызды процесте мамандықтарды біз толығымен жазып шығып, енді нарыққа шығарып, оларды оқыту үшін біз мемлекетсіз жасай алмаймыз бұл әлі күнге дейін. Бірақ қазір енді былай жаман емес, мүшкіл емес негізі жағдай. Қазақстанда қазір білім министрлігі академиялық дербестік деген бір процесті бастады 5 жыл бұрын. Яғни енді осы жылдан бастап жоғары оқу орындар және кәсіби колледждер өздерінің оқу бағдарламаларını жазалады. Сондықтан мына жаңа мамандықтар атылысты біз қазір өте жақсы қолданып жатырмыз. Осы жылдың өзінде 20-дан астам жаңа оқу бағдарламалары шығатын болады. Енді бірінші сатыда колледждердің негізінде, яғни кәсіби мамандықтарға көшетін боламыз біз. Яғни биыл жылдан бастап 20 мамандық колледждік негізде, колледждік деңгейде кіріп жатыр. Бұл енді білім және ғылым министрлігінің қолдау тауып жатыр деген сөз ғой. Олар өте жақсы қолдады бізді, түсінді. Мен әсіресе Асхат Аймағамбетов деген министрге үлкен риза білдіргім келеді. Бір сәтте түсініп, бізге атылыстың мамандықтарына арнайы алгоритм жасап шықты ол кісі. Яғни эксперименталды түрде енді әр колледж жаңа мамандықты көреді, сол мамандықты алады, жұмыс берушіге барады. Яғни өнеркәсіп, өндірістік компанияларға, үлкен тау-кен саласындағы әр колледждің өзінің мамандырылған бағыты бар ғой. Солармен келіседі сол бағдарламаны, және бұрын бір жаңа бағдарламаны жазып шығу үшін оған
келісу үшін министрлікпен кемінде 1,5-2 жыл кетуші еді. Оны жазасыз, сосын Ыбырай Алтынсарин атындағы академия өзінің келісімін береді, сосын ішкі департаменттің келісімін аласыз. Кемінде бірнеше жылға өтіп кетеді. Енді бірнеше айдың ішінде, 1-2 айдың ішінде эксперименталды жұмыс оқу жоспарын жасап шығады колледж, сонымен жұмысты бастайды, оқытуды бастайды. Сосын эксперимент көріп жатса, мынау керемет бағдарлама, жұмыс берушілерге керек, қажет, үлкен өндірістік компаниялар жұмысқа қабылдап, риза болып жатқанда, онда оны заңдастыру үшін министрлікке ұзақ процесті бастап кетеді. Сол ұзақ процеске кірмей, тез эксперименталды оқу бағдарламаларды жасап шығуға, пысықтауға министрлік бізге рұқсат беріп, арнайы бекітті сол алгоритмді. Қазір сол біз көптеген колледждермен бастап жатырмыз жұмысымызды. Жалпы осы берген 20 мамандық бірден қабылданды ма, әлде әзірге тоқтатып қойған мамандықтар бар ма? Жоқ, бірден қабылданды. Мына профтех кәсіби мамандық классификаторы бар. Бізде классификаторлар бар. Әр мамандықтың өзінің классификаторлары бар. 20 сол квалификация мен мамандықты бірден кіргізді. Ол жылдың басында ақпан айында кіргізді. Енді колледждер сол мамандықтарды алып, өзінің оқу бағдарламаларын жасауға мүмкіндіктері бар, құқықтары бар. Жалпы оқырман, көрермен, тыңдарман Атлас туралы енді өткенде біраз әңгіме болды. Енді оған ішіне бармай-ақ қояйық. Жалпы осы жөнінде көптеген қызығушылық танытты. Қандай әдістемеге сай жасадыңыздар? Зерттеулер қаншалықты, қанша уақыт алды? Әлде алдында дайын тұрған бір дүние бар ма еді? Соның негізінде жасадыңыздар ма? Біз өте қатты дайындалдық. Осы зерттеуге неге десеңіз, бұл өте маңызды зерттеу. Былай қарасаңыз, қазіргі таңда талапкерлерге, оқушыларға, ата-аналарға, жұмыс берушілерге қарапайым түсінікті бір құрал жоқ. Мысалы, яғни қазіргі таңда біз балалар қалай таңдайды мамандықты, ата-аналар қалай таңдайды, қазіргі мамандықтар болып жатқан. Ал 5 жылда олар өзгереді ме? Еңбек нарығы қатты өзгеріп жатыр. 5 жылда өзінің оқыған мамандығы мүлдем кетіп қалуы мүмкін, немесе жоқ болып кетуі мүмкін еңбек нарығында. Сондықтан біз сондай құралды жасауға кәдімгідей дайындалдық. 3 жыл дайындалдық. 3 жыл жасап шықтық. 3 жылдың ішінде бірінші жыл 18 жылы біз әдістемелерді, дұрыс айтасыз, қарап шықтық. Дүние жүзінде бір 10 шақты әдістеме бар екен. Әлем банкінің, Сингапур мемлекетінің да жасаған, Сингапур үкіметінің өте мықты бағдарламасы бар. Әр Сингапурдың азаматына $500 жылына беріледі екен, жаңа дағдыларды, жаңа мамандықтарды игеруге. Әр жыл сайын сіздің шотыңызға $500 түседі. Сіздерге Сингапур экономикасына қажетті жаңа дағдылар мен мамандықтар бойынша оқуға мүмкіндік береді мемлекеттік есебінен. Мысалы, Британ үкіметінің жасаған үлкен бір зерттеу бар, Оксфорд университеті жасаған, пысықтаған, оны 800 мамандықты терең егжей-тегжейлі зерттеп тастаған. Мысалы, есепші, бухгалтерлік мамандық автоматизация тез ұшырайды екен, 10-15 жылдың ішінде мүлдем кетіп қалуы мүмкін еңбек нарығынан, Ұлыбританиядан. Бірақ ол әдістемелер өкінішке орай бізге қатты келмейді екен. Неге десеңіз, ақпаратқа негізделген. Бізде статистиканы білесіздер, статистика үлкен мәселе, үлкен проблема. Еңбек нарығының ақпараты өте аз бізде. Сондықтан біз дүниежүзілік еңбек ұйымы деген ұйым бар. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының құрамына кіреді. Солармен отырып сөйлестік, қандай бізге көмек жәрдем бере аласыз, әдістемелік, методикалық жағынан. Олар 2008 жылы үлкен бір әдістеме жасапты. 2008 жылы, осыдан қанша жыл бұрын. Ол 2008 жылы Skills Technology Foresight деген пәле, технологиялық форсайт. Біз соны алып, оны 1 жыл жетілдірдік сосын Несинаға. 1 жыл 19 жылы Қазақстанда пилоттық жоба жасадық. Үлкен Донской тау-кен орны деген Ақтөбе өңірінде Хромтау қаласында орналасқан. Соның негізінде мына әдістемені алып зерттеп шықтық. Үлкен тау-кен орны, өндірістік 7,000-ға жуық жұмыскерлері бар, қызметкерлері бар. 1 жыл соны жетілдіріп қана біз 20 жылы бастадық Атласты. Сондықтан Атластың бірінші, бірақ Атластың жасауы өзі біз дайындық 2 жыл алды, Атласты жарты жылда жасап шықтық, 5-6 айда. Атласты қалай жасадық біз? Әдістемені бітіріп кетейін. Әр кәсіпорында, әр салада өзгерістер басталып жатыр. Мысалы, цифрландыру, автоматтандыру, роботтандыру. Көп адамдар сенбейді, бірақ мінекейіңіз, бірақ қана сізге дәлел, цифрландыру қалай өмірімізді өзгертті. Каспий банк, мысалы. Каспий мен Яндекс такси. Мен қазір жаңа ғана Яндекс таксимен келдім осы жерге, адресті кіргіздім, сізді жібергенмін, Әлем Entertainment, сізді мына керемет студиянызда отырмыз. Менің карточкам мерзімі бітіп қапты, карточка ақша өтпей жатыр. Каспий бар ма? Бар Каспий. Каспиймен лақтыра салдым ақшаны, кірдім мына жерге.
көрдіңіз бе? Яғни 5 жыл бұрын біздің өміріміз қалай болды, қазіргі өміріміз қалай болды. Қазір мысалы Каспий банк, Яндекс, цифрлық платформалар, финтехтер көбейді ғой. Финтех көп біздің өмірімізге кірді. Дәл солай қазір түрлі өндірістерге цифрлық технологиялар кіріп жатыр қазір. Сондықтан біз сол технологиялардың бәрін біздің әдістемеміз зерттеп, әр жұмыс орнында адам, ортам және оның құрал саймандары осы үш негізгі байланыс. Мысалы, бұрын токер мына отырады, өзінің бір несі бар, станогы бар, сол құрал жабдықпен тесігі бар. Физикалық контакт бар. Енді ЧПУ деген бағдарламалармен негізделген станоктар келеді жаңа. Енді ол әлі қалды адам өндірісте, бірақ енді оған жаңа талаптар қойыла бастады. Енді ол бағдарлама тілін білу керек, программалау тілін білу керек, ол барады да станокты программасын енгізеді. Ол станок өзі теседі. Ал енді 3D принтерлер шыға бастады. Енді станок та керек жоқ, адам да керек жоқ, болды, өліп жатқан мамандық, бірі кетеді біраздан кейін. Енді ана 3D принтерға бір модель жасау керек. Жаңа мамандық. Енді ол ана нені білмейді, металға да қатысы жоқ, отырып арнайы бағдарламаның ішінде, программаның ішінде модель жасайды. Ол модель сосын жүктеледі принтердің ішіне, и принтердің ішінен дайын бұйым шыға келеді. Дайын керек нәрсе шыға келеді. Ол үшінші міне тұр, көрдіңіз бе? Бірінші мүлдем кетеді өндірістің, өліп жатқан мамандықтар, оны зейнеткерлік мамандықтар дейміз. Екіншісі өзгеріп жатқан мамандықтар, трансформация шығады, адам әлі қалады, бірақ оған жаңа талаптар қойылады. Және үшіншісі ана компьютерда офисінде отырып 3D модель жазатын дизайнер, конструктор, ол мүлдем жаңа мамандық. Сондықтан біз әр саланы қарап шықтық, талдап шықтық. 500-ге жуық жаңа мамандықтарды жазып шықтық, 95 өзгеріп жатқан мамандықтарды жазып шықтық, және 129 өліп жатқан мамандықтар. Яғни осы 9 сала бойынша. Сондықтан әдістемеге сіздер уайымдамаңыздар, көрермендер. Біз 3 жыл өмірімізді тек қана осы әдістемені дұрыс пысықтап, оны валидация деген бір сөз бар, біздің зерттеу тілімен айтқанда. Яғни Қазақстанның бір проблемасы, біз шетелдік бір әдістемені аламыз да, соны бір түсінбей Қазақстанға адаптациядан өткізбей, валидация деген сөз бар, оны растау. Оны расталу керек. Қазақстанда бұл әдістеме керек па, жұмыс істей алады ма, жергілікті ерекшеліктерді ескертеді ме, ескертпейді ме, сол валидациядан өткізбейді көп бізде әдістемелерді, артта пере салады да, сосын адамдар да түсінбейді, нәтиже де болмайды. Біз былай қарасаңыз, шетелдік дәрімен өз ауруларымызды емдеуге тырысамыз да, ол шетелдік ауруды бірінші қарастыруымыз керек бұл жерде. Оған пайдасы бар ма, жоқ та. Сондықтан 10 шақты әдістемелерді біз қарастырып, ең соңында өзіміздің әдістемемізді жасап шықтық. Қазір оның патенті бәрі бар. Және де халықаралық деңгейде де қазір атымыз шығып жатыр. Бірнеше халықаралық ғылыми журналдарда шықты қазір мақалалар осы әдістеме бойынша. Және де Ташкентке бардық біз. Өзбекстанның еңбек министрімен кездестік, осы әдістемемізді көрсеттік, атласты. Қазір алла жазса Ташкентте пилот жасай бастайтын боламыз. Мен кеше ғана Стамбулдан қайтып келдім. Стамбулдың әкімімен кездестік, Экрем Имамолу деген кісімен. Соны көрсеттік. Олар да қызығып жатыр қазір алла жазса Стамбулдың экономикасын осына атлас. Сосын Нью-Дели деген білесіздер, үлкен қала, 22 миллионнан астам Үндістандағы қала. Соларға да бір ұсынысымызды білдірдік, және де қазір бізге Қытайдан шығып жатыр. Сіздің әдістемеңіз қызық екен, еңбек нарығындағы жаңа болып жатқан мамандықтарды, дағдыларды, өзгерістерді қамтитын бір әдістеме екен. Бізге бұл қажет, неге десеңіз, оның арқасында біздің еңбек нарығымыз кішкентай-ақ, 10 миллион адам түгіміз. Истанбулды ойлаңыз, қазір 5-6 миллион жұмыссыз ғана Истанбулдың ішінде жүрген қазір. Пандемия қатты әсер етті оларға. Индонезияны 300 миллионға тақап қалды, оның ішінде 95 миллион жастар, тек қана жастар, оқушылар Индонезияда. Нигерияны ойлап көріңіз, 200 миллионнан асып кетті қазір Нигерияның халықтың саны, оның ішінде ең жас Африкада мемлекет болып саналады. 1 миллиардқа өсетін әлеуеті бар. Нигерия мен Индонезияның 100 миллионнан астам жастары бар Нигерияның өзінде, ойлап көріңіз. Сондықтан оларды қалай оқытуымыз керек, қайда бағыттауымыз керек, кәсіби бағытта жұмыс қалай жүргізілу керек, олар жаңа мамандықтарды түсіну керек, олар жаңа дағдыларды түсіну керек. Осы атлас керемет сондай бір құрал ретінде қазір халықаралық деңгейде де қазір аты шығып жатыр.
тағы бір айтылған әңгіме, осы жөнде өзіңіз толық ашып өтсеңіз, енді дәл осындай атлас Ресейде де бар екен дейді. Айырмашылығы қандай? Өте үлкен айырмашылық бар. Дәл бұны растаймын. Иә. Ресейде 2015 жылы жаңа мамандықтар атлас новых профессий деп жасалды. Шын мәнінде неге десеңіз, олардың да әдістемелері, негізгі базалық әдістемелері сол дүниежүзілік әлемдік еңбек ұйымымен бірге жасалған МОД, ILO деген International Labour Organization, международный организация тұрды. Бірінші олар бастады, бірақ мен даже ешбір өзімді дәлелдеуге бір не айтпайын. Екі атласты алдыңыз, екеуін де жүктеп алуға болады. Ресейдің өздерінің сайтынан, біздің еңбек.kz сайтынан қарап көріңіз. Екі негізгі айырмашылық. Бірінші айырмашылық. Орыстар атластың зерттеу көкжиегі 50 жыл болып алды. Алдағы 50 жылда ғарышқа шығамыз, толыққанды Марста бұрғылау операторлары, немесе космобиолог, ғарыштағы биологиялық эксперименттер жасайтын адамда зерттеушілер. Яғни олардың көкжиегі өкінішке орай өте ұзақ. Яғни қазіргі ата-аналарымыздың сұрағына жауап бере алмайды ол. Ол біздің немерелерімізге арналған атлас, былай қарасаңыз. Мүмкін шөберелерге де болып. Мүмкін шөберелерге де арналған. Екінші үлкен мәселе, ол Ресейдің экономикасының құрамы үшін жасалған. Бұл Қазақстанға қатысы жоқ ол атластың. Ол тікелей өздің Ресейдің несіне жасалған, және де қатты терең емес. Ресейлік атласты оқысаңыздар, мамандықтың аты және бір абзац қана сөз, бір абзац қана. Осындай космобиологтар келесі 30 жылдың ішінде пайда болады, адамзат толыққанды ғарышқа шығады, сол ғарышта өсімдіктерді өсіріп, өзімізді асырауымыз керек, неге десеңіз тамақты ғарыштан көтеруге өте қымбатқа келеді дегендей. Бірақ қана сөз, болды, бітті. Кішкене фантастикалық әңгімелер, фантастикалық бір жанрда жасалған. Біздің атласымыз бұл өте тереңдетілген. Біріншіден оның көкжиегі 5-10 жыл. Яғни міне келесі 5-10 жылда нақты не өзгереді, қалай өзгереді. Қазіргі оқып жатқан балалар, ата-аналарға міне бүгін мысалы осы жылы мамандық таңдауым керекпін. Келесі 5 жылда ол мамандық болады ма Қазақстанда? Тапшылық болады ма, талап болады ма? Немесе мен қазір таңдаған мамандық келесі 5-10 жылда мүмкін ақырындап талабы өзгереді, нарықтан кетеді бұл мамандық. Онда мен қазір бармаймын бұл мамандыққа. 10 жылдан кейін өліп қалады екен. Нақты осы сұрақтарға бере алады. Біріншіден, екіншіден, бұл Қазақстанның экономикасына пішінделіп жасалған атлас біздің нақты салаларымызға, біздің кәсіпорындар мен үлкен өндірістік компаниялардың талаптардың негізінде жасалған. Олардың нақты запрос, былай қарасаңыз, талаптары, сұраныстары. Мінекейіңіз, маған 5-10 жылда осындай мамандар керек болады. Осындай менде өндірістік өзгерістер болып жатыр. Осындай құрал саймандар, жабдықтау процестер өзгеріп жатыр. Осындай мамандыққа маған біреу келсе, мен оны қуана жұмысқа қабылдауға дайынмын деген толық ақпараттар берілген. Және де әр мамандықтың детальды түрде ақпарат берілген әр мамандық бойынша. Бұл мамандық қашан пайда болады, неге пайда болады, қай жерде оқуға болады бұл мамандықты, бұл мамандықтарда қай компаниялар талап етіп отыр. Сіз қазір осы мамандықпен барып осы жерде оқысаңыздар, онда Қазақмыс, Казцинк, Казхром, ERG, Казатомпром сіздерді қабылдауға дайын. Осыншама адамдар, соған да дейін біз анализ жасағанбыз. Және де соңғы нәрсе, бұл атлас әр 3 жыл сайын жаңарып тұрады. Яғни 2013 жылы атластың екінші версиясы шығады. Әр 3 жыл сайын біз жаңарып тұрады. 2023 жылы. 23 жылы. Міне 21 жылға 20 жылы шықты бірінші нұсқасы атластың. 23 жылы әр 3 сайын біз жаңартып тұрамыз оны. Яғни бүкіл еңбек нарығына қатысты адамдарға біз ақпаратты жаңартып тұрамыз, және оларға толыққанды ақпарат беріп тұрамыз. Және соңғы нәрсе, атласты біз қазір орта мектеп деңгейінде енгізіп жатырмыз. Білім министрлігі ол сәтте де бізді қолдады. Әр 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін әр балаға біз ақпарат беріп тұрамыз. Мінекейіңіз, осындай жаңа мамандықтар бастауыш сыныптарда ойын арқылы, қарапайым, сондай ойын, суреттер арқылы мінекейіңіз осындай жаңа мамандықтар пайда болды. Қазір Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясымен бірігіп, жаңа мамандықтар әлемі деген арнайы курс жасап жатырмыз, спецкурс. Бұл бастауыш сыныптарға арналған. Балаларды кішкентай балдырғандарымызда мінекейіңіз, еңбек деген не, мамандықтар деген не, жаңа мамандықтар осындай екен, мынандай екен дегенде, орта мектеп деңгейінде сосын ақырындап
кәсіби бағыттау жұмыстарын қосамыз. Мінекей мына мамандықта оқығың келсе, сен өз-өзіңді өлшеп ал. Сенің икемің қандай, дарындарың қандай, қызығушылықтарың қандай. Бұл өкінішке орай өте үлкен жұмыс. Сондықтан мемлекет соны жасай алмаймыз. Кәсіби бағыттау, мына профориентация деген жұмыс. Біз жоғалтып алдық оны. Уақытында ең қызығы мына біз боқтаймыз ғой кейде КСРО кезінде. Жамандық та көп болды, бірақ жақсы жақтар да болды. Кәсіби бағыттау моделі КСРО кезіндегі ол дұрыс болған. Есіңізде болса, үйірмелер, арнайы әдебиеттер, техника молодежи, юный натуралист, юный радиолюбитель, журналдар, арнайы бағдарламалар, сосын ғана производственный проба деген өндірістік пробалар біздерді. Мен өзім қызық, әлі есімде, бізде ет комбинаты болды ғой Семейде. Мен әлі совет кезінде бізді 5-ші сыныптан бастап апарған сол жаққа кәдімгідей апарып, көрсетіп, производственный проба деген пәле болған, өндірістік проба. Сізді келесіздер, сізді бір аптаға жүресіздер сол ет комбинатының ішінде, көрсетеді сізге. Мінекей балалар, мына жерде мынандай цех, мына жерде мынандай цех, мына жерде мынандай бізде оборудованияларымыз бар, мына жерде мынандай құралдарымыз бар дегендей. Ақырындап саған сіне береді екен, соны түсінесіз. Сондықтан біз сол модельді қазір жаңартып енгізуіміз керек. Атлас бізге үлкен көмекші қазір осы сол модельді енгізу үшін орта мектеп деңгейі. Бұл Атлас біздің осы орталық Азиядағы біз бірінші бастап отырмыз ғой? Біз бірінші бастап отырмыз. Өзбекстан қазір бізден заказ алып, Ташкент қаласында пилот жасайтын боламыз қазір. Жақсы. Біздің осы мамандық иелері шетелде де сұранысқа ие болуы мүмкін бе болашақта? Неге десеңіз, қазіргі таңда цифрландыру, автоматтандыру, басқа да технологиялық үрдістер бүкіл экономикаларға, бүкіл нарықтарға әсер етеді. Біз шыны керек, бұл үлкен технологиялық цифрлық толқын бізге енді жетіп жатыр. Қарасаңыздар, 20 жыл бұрын Google болған, 20 жыл бұрын Facebook, олар бастаған сол революцияны. Ол толқын бізге енді ғана жетті, 5 жыл бұрын жетті бізге. Міне қазір енді біз түсініп отырмыз цифрландыру не екенін. Мына цифрлық Қазақстан деген бағдарламаны қабылдадық. Астана хаб ашылды, Бағдат Мусин цифрлық министр болып келді дегенде, енді бір толқын бізге енді жетті. Ол толқын дүниежүзілік экономикада ойбай соңғы 20-30 жылда тербетіп отқан толқын. Сондықтан былай қарасаңыз, біз сол бүкіл үрдістерді ескертіп, Атласты жасап шықтық. Сол мамандық бойынша оқыған балалар әсіресе цифрландыру. Қазір біз енді әңгіменің соңында нақты мамандықтарға келеміз ғой. Амалсыз, давай осы сөзді нақты айтыңдар, мына. Сонда қарасаңыздар, бірақ қана дәлел, осы тезистің бірақ қана дәлелі, Сулейман Демирел, КБТУ бізде әсіресе цифрландыру, машиналық оқыту, халықаралық IT, Google'да, Facebook, Booking, Amazon'да қазір күнде мақала шығады. Осындай жас қазақтың баласы, ойбай, Amazon'да істеп жатыр. Енді 6 ең мықты компаниялардан жұмысқа шақырып жатыр екен. Немесе Facebook'та істеп жатқан жап-жас қазақтың қызы енді Париждің Google офисына көшті дегендей. Қазір қарасаңыздар күнде ондай мақала. Bloomberg'те неге десеңіз, бізде негізі дарынды жастар көп. Мен бір қызық бір әңгімеде, бір жұмыс топта отырғам, премьер-министрлер бәрі отыр. Айтады, мына брейн, біздің миграцияны қалай тоқтатамыз, біздің дарындыларымыз кетіп бара жатыр, біздің миларымыз ми көші ғой, миларымыз кетіп бара жатыр. Мен айттым, жақсы ғой, бәрі маған қарайды, несі жақсы? Значит, милар бар бізде. Бірдеңке кетіп барса, значит, бар. Яғни дарын бар, милар бар. Оларды дайындайтын бір кемінде 5-7 білім ошағы да бар бізде. КБТУ, Сулейман Демирел, Назарбаев университет, Казгудың өзі, мысалы, халықаралық IT университет, Астанадағы халықаралық IT университет, Алматыдағы. Олар, мысалы, кадрларды кәдімгідей халықаралық нарықтарға тікелей ала береді кадрларды. Мен өзім Google компаниясында барғанда, Google'дың орталық офисінде 60-тан адам қазақтың баласы жұмыс істеп жатыр қазір. Мен таң қалдым, солардың бәрін бастарын қосып сөйлесіп. Тікелей оларға ешқандай, олар ақш-та оқымаған көбісі. Европада оқымаған, тікелей бізде оқыған, бірақ мына көрдіңіз бе, цифрлық технологиялардың кереметі, оларды бүкіл жерде үйренуге болады. Бір тіл. Яғни мына бағдарламалау, программалау тіл, мысалы қазір Python деген атақты тіл. Оны сіз Қазақстанда үйренесіз бе, Малайзияда үйренесіз бе, ойбай бір Гвинеяда үйренесіз бе, ешқандай несі жоқ, айырмашылығы жоқ. Сан-Франциско үйренесіз бе, білесіз бе, оны тікелей сізді алып кетуі дайын. Алматыда үйренесіз бе, Маңғыстаудың бір ауылында үйренесіз бе? Қазір ең керемет нәрсе, сондықтан қазір бәрі айтып отыр ғой, мына цифрлық технологиялар бұл теңдеуші бір күш, әсіресе білім саласына.
бұрын бір білімді алу үшін сіз білім ошағына баруыңыз керек еді. Мынандай бір тарихи қызық misal, Абай Шәкәрім Құдайбердіұлы уақытында Шәкәрім Құдайбердіұлы бір тұңғыш болашақтық біздің былай қарасаңыз өз ақшасымен 3 жыл шетелде оқытқан. Шақырып алды, айтады, міне сен 40-қа толасың, жақында 37-ге толасың, 3 жыл енді 40-қа дейін сен оқу керексің. Мен өзім саған бағдарлама жасап беремін, ақша өзімнен болады. Оны Мекке, Мединаға барып оқытты, Стамбулға барып оқытты, сосын оны Александрияға атақты кітапханада кәдімгідей оқытқан. Сол кездегі ең мықты білім ошақтарына. Неге десеңіз, бізде білімге шектеулі қолжетімділігіміз ол кездегі. Қазір мына Гарвардтың, MIT-дің, Стэнфордтың ең атақты университеттердің курстары тегін жатыр интернетте. Бар оқу. Дәл сол курсты, дәл сол мазмұнда Гарвардта барып оқуға болады, $100,000 төлеп. Осы жерде болады. Бірақ осы жерде сіз интернетіңіз бар ма, ынтаңыз бар ма, ең бастысы оқыңыз. Ниетіңіз болса. Ниетіңіз болса. Бір шектеуші фактор осында кеңес беріп қояйық көрермендерімізге, ағылшын тілін оқыңызшы. Үлкен өкініш, аяққа жығылып айтатын өкініш. Неге десеңіз, көбінесе бүкіл мазмұн қай тілде? Ағылшын тілінде. Неғұрлым сіз ағылшын тілін жетік білесіз, соғұрлым контент сізге ашылады. Қазір контентке қолжетімділік өте оңай. Контент табу, мазмұн табу оңай. Бүкіл жерде бар ақпарат. Бүкіл кітапта бар, бәрі бар. Coursera, Udemy, edX, бүкіл жерде. Бірақ бір шектеуші фактор бар бізде қандай? Тіл. Тіл білмесең, ол сізге бөтен бір ақпарат ешқандай пайдасы жоқ, жатыр. Тілді үйрену ол бір басқа мәдениетті қабылдау емес, тіл бұл құрал ғой. Құрал. Бұл құрал. Сол жағына басымдық берсе. Өкінішке орай, мен қазір бізде кішкене былай ұлтшылдық, намыс пайда болып отыр, қалыптасып отыр ғой. Керемет нәрсе. Бірақ мына дамуға бөгет болмаса деген менің сондай бір өкінішім бар, іштен қорқуым бар. Ей, өз тілі, неге ағылшынша сөйлейсің деп, сөйлей берсінші ағылшынша. Неге десеңіз, ағылшын тілі өкінішке орай ол негізгі фактор. Ол ана есік секілді, есіктің тұтқасы. Есіктің арт жағында білім де жатыр, бәрі жатыр. Бірақ біз өзімізді кілтті жауып саламыз да, ашып ала бердіңіз ана білімдерді. Көптеген сұхбаттарыңызда, көптеген бір лекция, дәрістер бересіз, бір екеуінде болғам. Білімді көп насихаттайсыз, үздіксіз білімді. Яғни білім қабылдау керек деген секілді. Бұның өзінің бір несі бар ма? Әдістемесі бар ма? Ауылдың балаларына арналған сондай бір әдістемелер бар ма? Бар. Үздіксіз білім неге маңызды? Қазіргі таңда қарасаңыздар, өте тез өзгереді білім біріншіден. Мамандықтар тез өзгереді, дағдылардың талаптары тез өзгереді. Мен өзім 36 жасқа келіп, осыдан 3 жыл бұрын бәрін тастап цифрлық салаға кетіп қалдым. Ақпарат IT саласына кетіп қалдым. Неге десеңіз, түсіндім, мен қанша оқыдым, қанша тіл білем, қанша дипломым бар, бірақ қазір бүкіл дүние цифрлық форматқа ауысып отыр. Менде ондай ақпарат жоқ, ондай тәжірибем жоқ. Мен бір 5-10 жылда, по-моему, артта қалып қаламын, жастар келе жатыр дегенде. Мен бәрін тастап, менде білесіздер, лауазымда болды, мен көп жерлерде жұмыс істедім, бір саяси карьерамда басталып келе жатты. Ойладым, бірақ заманның талабы қатты өзгеріп кетсе, радикал түрде өзгеріп кетсе, мен ескі нәрселермен, ескі біліммен, ескі айтып жүрген нәрселермен үлгере алмаймын, және жастармен бір тілде сөйлесе алмаймын деп, бәрін тастап, кәдімгі сондай шешім қабылдадым. Міне қазір 3 жыл өтті, өзіміздің IT компаниямызды құрдық, мен енді түсініге бастадым. Қазір жастар мені тыңдайды, әлі күнге қабылдайды. Қарасаңыздар, менің буынымдағы жігіттерді қазір жастар қабылдамайды көбінесе. Үлкейіп кетті, ағалар болып кетті, қарындарын өсіріп, түсінбейді олар тайкифналар. Қазір мынандай бір сөз шықты, бумер деген сөз. Қазір жастардың тілі басқаша ғой. Менің балаларым айтады, тыңдамашы, бумер дейді. Бумер деген ол кино, мен ойлап қалдым, кино черный бумер. Сендер көрген жоқсыздар ол кино, ол менің уақытымда болған кино. Жоқ, бумер деген ол үлкен адам, ересек адам, бірақ жастарға әрқашанда ескіде, бұрын тарихымызда менің заманда қалай жақсы болды, сендер білмейсіз ғой, салыстырмалы түрде ақпарат сөйлеп жүрген адамдарды бумер дейді екен. Яғни қазіргі талапты заманды түсінбейді, ол өзінің тәжірибесіне бірдеңені әкеліп түсіндіруге тырысатын адамдарды бумер дейді екен. Қазір жастардың сол жас сондай жаргон сөздер көп қазір. Крипово, кринжово деген біз түсінбейміз екен. Қазір қызық. Сонда мен бумер болғым келген жоқ. Қазір жастармен бір тілде сөйлесе аламын. Енді үздіксіз білім неге маңызды? Неге десеңіз, сіз қанша оқысаңыз да, қандай дипломыңыз болса да, ешкімнің кепілі жоқ қазір есен аға. Ешкімде кепілі жоқ.
бір сәтте бәрі ауысып кетуі мүмкін. Мен былтыр мына пандемия кезінде Қазақстанның еңбек сіңірген ұстаздары, ойбай өзіміздің мақтан тұтар майталмандарымыз, әпкелеріміз, ағаларымыз звондап маған жылап, кәдімгі саясат маған бір жас жігіт тауып берші айтшы. Мынау Zoom деген пәле болды бізге. Мынау ғашықтан оқыту пәле болды. Маған мен ақша төлеймін оған. Маған жіберші бір баланы, маған отырып просто түсіндірсін да, мынаны былай қосасыз, апай, мына жерде былай басасыз, мына Zoom-да breakout room-ды былай жасайсыз, мына жерде былай жасайсыз, мынаны жасайсыз. Кәдімгі жылап, жынданып звондаған. Мен таң өзім абай дедім де, қалай сіз енді, сіз ойбай, біз сізді ең басты оқытушы деп ойласақ, түкте түсінбей давай жібер маған бір какой-то боқмұрынды ақша төлеймін еще оған. Звондайды, ақшасын төледім, жақсы түсіндіріп берді, рахмет саған деп. Көрдіңіз ба? Өте тез. Элементарный нәрселер олардың көпшілігі. Элементарный, ал жастарға ол кәдімгі күнделікті шай ішу, тамақ қырыну деген нәрселер секілді болып кеткен нәрселер. Сондықтан бір сәтте заман талабы өзгергенде сіздің бүкіл бұрын алған біліміңіз, тәжірибеңіз керексіз болып қалуы мүмкін. Сондай бір заманда өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан бірнеше принциптарды айтып кетейін. Мына үздіксіз білім. Біріншісі, менталды түрде, психологиялық түрде өзгеріске дайын болуымыз керек. Мына қазір жаңа формула шықты. Бұрын үздіксіз білімнің формуласы былай болды ғой. Орыстар айтқанда век живи, век учись, яғни сіз әрқашан үйренуіңіз керек. Жоқ, қазір былай өзгерді. 21 ғасырдың наданы, бір атақты американдық саясаттанушының бір сөзі бар. 21 ғасырдың наданы оқи алмайтын, жаза алмайтын адам емес. 21 ғасырдың наданы әрдайым үздіксіз оқи алмайтын, білгенің ұмыта білетін және білгенің жаңадан оқи алатын адам болады. Түсіндірейін. Мына формула өте маңызды. Бұл бірінші осы формуладан басталады біздің үздіксіз білім саясатымыз, саяхатымыз. Сіз әрқашан үйренуіңіз керек. Мысалы, менде мына ұялы телефонымда бірнеше бағдарламалар бар. Тілді үйрететін, Duolingo деген бағдарлама. Күн сайын маған қазір мынандай қызық жаңа үздіксіз үйренудің бір тәсілі шықты, интервалды оқу. Сіз енді бір сағат бөліп отырып оқи алмайсыз. Өмірдің талабы өзгеріп кетті. Бір сағат бөлу өзіне қазір үлкен. Сіздің білеміз ғой өмірімізде. Қалай сіз бір сағат өзіңізге бөле алмайсыз? Жайдарман бар, анау бар, мынамен кездесу керек, мына кезде жастар келеді, шай ішесіз, оларға уақыт жоқ өзіңізге. Бірақ мысалы жолда келе жатасыз, кейде қалып қаласыз, кейде күтіп қаласыз. 5-7 минут күннің ішінде болады әрқашанда. Сол 5-7 минутты толтыруыңыз керек. Мына бағдарламалар олар білет, сол тоқтап қалған уақыттарыңызда сізге бір хотя бы сол 5-10 минутта бізге бір қызықты факт, бір қызықты ақпарат. Мысалы мен тілдерді жақсы көремін, үйренуге маған күнде үйретіп тұрады. Саясат 5 минут уақытым бар ма? Бар. Мінекейіңіз, мына ақпарат беріп тастайды да. Сосын мен жүгіріп келіп ол білет, ақылды бағдарламалар. Күтет, по-моему, осы жерде сенің уақытың болады. Так, давай тағы да қайталайықшы, мен саған бұрын берген. Ақпарат интервалды, бұл микро оқыту деген қазір ұғым пайда болып жатыр. Ақпаратты сіз қорытып оқытуыңыз керек. Мына үлкен бір текстті оқысаңыз оқи алмайсыз қазір. Бірақ оны бөліп бір кішкентай бөлшектермен оқытуға алуға болады ол ақпаратты. Тағы да бір қызық нәрсе, қазір көп сервистер бар, цифрлық сервистер. Мысалы, мен бір 2-3 қазір есіме келеді, айтам. Мысалы, мен кітап оқуды жақсы көремін, бірақ кітапты оқи алмаймын, уақыт жоқ қазір кітап оқуға. Аудио бір, екінші, қазір кітаптың мазмұнын қысқартып беретін бір жаңа сервистер шықты, керемет. Мысалы, бір қызықты кітап бар, сол сервиске лақтырасыз оны, ол сізге қызық нәрселерді шығартып алады. 15 беттік қысқаша ғана мазмұнды сізге дайындап қояды, жібереді, сізге оны оқисыз, мынау керемет кітап екен, қызықты екен де, одан кейін сізге мүмкіндік береді ол кітапты оқуға. Ал қарасыз, негізгі ойлар былай екен, білетім, жоқ, мына жерде жаңалық жоқ екен мен үшін. Яғни ақпарат өте көп. Екінші негізгі принцип, ақпарат өте көп. Енді ақпаратты қысқартылып, былай қарасаңыз, сіз мына бір дастарханда өте көп тамақ, мысалы, сұмдық көп тамақ. Сізге не ұнайды білмейсіз, өте көп тамақ. Неше түрлі сіз бүгін көрмеген тамақтарыңыз. Сіз біреуді жейсіз, екіншісін жейсіз, тойып қаласыз да, сосын тез тойып қаласыз, немесе сосын ауырып қаласыз. Ал сізге біреу келіп айтады, сіз қай жақтан келесіз, ащыны мен тұщыны қандай нені жақсы көресіз, мынандай тамақта, онда сізге мынау керек. Сондай қызметтерді қолдауымыз керек. Ақпарат өте көп. Үшінші принцип, яғни микро
оқытып, Иә. интервалды бос уақыттарыңызды дұрыс қолданып, және де бір сервистер бар, жақсы қызметтер бар. Сізге керекті, қызықты нәрселерді өздері сұрыптап, өздері реттеп, бір фильтрден өткізіп, сүзіп береді. Сүзбесеңіз ақпаратты көп жас балалар оқысы келеді, бәрін білгісі келеді. Мүмкін емес бәрін оқу, мүмкін емес бәрін білу, ақпарат өте көп. Үшінші принцип фокус болу керек. Нақты сіз не бағдарламашы боласыз ба, дизайнер боласыз ба, бір фокусты тауып алыңызшы. Неге десеңіз, бәрін оқу мүмкін емес. Қазір мына дизайнерлердің өздерінің ішіне қалай талды бөлініп кетті. UX дизайн, UI дизайн, бәрі бөлініп кетті. Character дизайн, анау былай. Сондықтан неден бастау керек? Өз-өзіңізді өлшеуіңізден бастау керек. Кәсіби диагностика деген пәле бар. Ол жақсы сіздерге жаңалық. Атластың негізінде Edu навигатор деген біз кәсіби бағалау платформасын жасап шықтық. Әр адам келіп, кіріп, соның ішінде тіркеліп, толық өзінің бағасын ала алады, бағалауды ала алады, нәтижелерін. Менің қызығушылықтарым былай екен, дағдыларым былай екен, маған жақсы келетін мамандықтар осылар екен, осындай дағдыларымды әлсіз жақтары мынау екен, мына дағдыларымды дамыту керекпін, мына дағдыларды күшейту керекпін. Еңбек нарығындағы, мен осы мамандыққа, осы бағытқа барсам, онда жалақым осылай болады екен, осындай мүмкіндіктер бар екен, мына жерде оқуға болады екен, мына жерде грант беріледі екен, сондай толық ақпараттарды бір жерде жинақтадық біз. edunavigator.kz деген сайт дайын, қолдана беріңіздер. Неге десеңіз, мына саяхаттың соңғы нүктесін түсінуіңіз керек. Сіз не үшін оқып жатсыз? Жай оқу үшін оқып жатсыздар ма? Бір дана адам болу үшін, абай болу үшін оқып жатсыздар ма? Немесе дұрыс бір еңбек нарығынан сенде бір кірпіште дүниеге барда қалан деген кетікті табу үшін оқып жатсыз ба? Немесе жалақыңыздың жоғары болу үшін оқып жатсыз ба? Көп адамдар не үшін оқиды? Ол дұрыс жұмыс табу, жалақыны жақсы жұмыс табу, жалақы дұрыс болу, өзінің қаржы жағдайына, өзінің сіңірген еңбегіне керекті қаржылай бағасын алу үшін оқиды. Осын дұрыс айқындап алыңызшы. Неге десеңіз, қазір ақпарат өте көп. Соншалықты көп, бірақ сізге де үлкен рахмет. Қазақша ақпарат аз, қазақша мазмұн аз, көп жағдайлар жетіспейді мысалы. Сондықтан негізі орысша да аз қазір ақпарат, білесіз бе? Ағылшын 85% бүкіл дүние жүзінде шығарылған ғылыми, технологиялық ақпараттың бәрі ағылшын тілінде. Яғни бірінші ағылшынша шығады. Бәрі ағылшынша шығады. Қазір орыс тілдің сыйымдылығы деген бір термин бар. Яғни бір жаңа концепцияларды, жаңа ақпаратты, ұғымдарды түсіндіру әлеуеті, потенциалы қазір кішірейіп кетті орыс тілдің. Ол бұрын мысалы спутник, сондай сөздер ағылшын тіліне, орыс тілінен келген. Неге десеңіз, бірінші солар шығарған. Қазір мысалы погугли деген сөз бар орыс тілінде. Погугли. Оны тікелей ағылшын тілінен Google деп кірді. Неге десеңіз, орысша оны түсіндіре алмайсыз сіз погугли деген. Google платформасына кіріп, оны немесе бір сөйлеммен түсіндіресіз. Қазір погугли деген. Қазір қарасаңыздар, бүкіл кірген сөздер, жаңа кірген сөздер ағылшын тілінен кіріп жатыр. Неге десеңіз, ең соңғы технологияның, ғылымның, зерттеулердің барлық соңғы жаңалықтар ағылшын тілінде шығады, ағылшын дүниесінен келеді, ағылшын тілде сөйлейтін дүниеден келе жатыр. Сондықтан орыс тілді білмесеңіз де, бірақ ағылшын тіл шарт болып отыр да. Бұл да соңғы принцип. Тілсіз, өкінішке орай, сіз ақпаратқа қол жетімділікті шектейсіз. Міне, қазақша жасалған мазмұн мына, орысша жасалған мазмұн мына, бүкіл дүние ағылшын тілінде. Яғни сіз қалай айтсам екен, тек қана қазақ тілімен жүрсеңіздер, өзіңіздің ваннаңыздың ішінде жүзгендей секілдісіз. Орыс тілін білсеңіздер, бір бассейнге барып жүзгендейсіз. Ағылшын тілін білсеңіздер, сіз мұхитқа шығасыздар. Кәдімгідей өзіңіздің саяхатыңызды жалғастырасыздар. Сосын мына подкасттың несінде біз осындай бірнеше мықты кітап пен қызметтердің ссылкаларын, сілтемелерін ішінде беріп қояйық. Көрермендеріміз соларға кіріп, қарап, мен өзімнің қолданып жүрген күнделікті мені оқытып жүрген қызметтер. Бір жақсы жері цифрлық қазір мына қызметтер, қосымшалар қатты дамып кетті. Жасанды интеллекттің негізінде жұмыс істейді. Олар сосын уақытымен үйреніп алады менің. Саясат обычно сағат өте ерте тұрады, сағат 6-та, обычно туалетте жарты сағат жүреді. И киінгенше оның бір 15 минуты бар. Мен уже үйреніп алды да, менің
и менде уже 6:45-те 7:15-те тың деп шыға келеді. Саясат 15 минутың бар ма? Давай мына жаңа сөзді жаттап алайық. Мен біледі уже, үйреніп алды менің жұмыста күн тәртібімді. Мен отырамын сол. Аты кім бұның? Duolingo деген бір бағдарлама бар. Иә, тіл үйрететін. Кейде бір Алиса деген бар ғой. Алиса ол көмекші. Ол көмекші. Бұл бағдарлама барлығын сен тапсыруға болады ғой. Дәл сол Алиса, сосын Google Assistant бар, Google'дың өзінің көмекшілері бар. Олар ақырындап үйреніп алады адамдар. Неғұрлым сіз көп олармен жұмыс істейсіз, олар сіздің ақырындап сіздің күн тәртібіңізді, психология ерекшеліктеріңізді үйреніп алады да. Көп кедергі жасамайды да. Жасамайды. Біледі, былай елестетіңіз. Сіздің жаныңызда ешқашан ұйықтамайтын, шаршамайтын, тамақ ішпейтін, дәретханаға бармайтын, ауырмайтын бір көмекшіңіз бар. Зарплата керек жоқ, зарплата төлемейсіз оған. Ол кәдімгідей сіздің жаныңызда жүреді да, сәке, давайте мынаны істейік. Сәке, жоқ, қазір мен сіздің уақытты білемін, қазір осы уақытта сіз обычно ұйықтайсыз. Менді ұйықтап алайын, күтіп тұрады да, бірақ ол ұйықтамайды, күтіп отырады да сізді. Сондықтан мына цифрлық қазіргі соңғы қызық инновациялық осындай өнімдерді қолдану керек, олар қатты көмектеседі. Мысалы, менің өмірімде қатты көмектеседі. Қазір мен мысалы бүкіл жоспарларымды Google-ға тапсырып қойдым. Мінекей, мен нақты 4:30 дедіңіз, 4:30-да келдім мен. Неге 1 минутқа кешіктім? Неге десеңіз, менің карточкам мерзімі бітіп қалыпты, мен Каспиймен төлеп берсем. Міне қараңыз, менің кестем. Мен ұмытып кетсем де, бәрі маған жазылып қояды. Бүгін мінекейіңіз. Бүгінгі күнім менің бәрі жоспарлап қойған, міне қашан, мен не, қай күні, мен не істеймін, маған бәрін сосын мына Google ассистентім айтып тұрады. Әлем Тайрес, дүниені дөңгелет. Биыл 20 мамандық кірді. Жыл сайын қанша мамандықтан кіреді? Негізгі бізде 463 мамандық бар. Қанша жылға бөлінген? Келесі 5 жылды, 2025 жылға дейін оларды біз енгізуге сондай жоспарымыз бар. Қазіргі беріліп атқан, бұрыннан келе жатқан мамандықтар бар ғой, ол мамандықтар не істейді сонда? Оларды неге қазір уақытында тоқтатпаймыз? Қазір қанша мамандық тоқтады өзі? 129 сондай мамандықтарды айқындадық біз 9 салада. Керек емес. Керек емес болғанда оларды зейнеткерлік мамандықтар дейді. Оларға талап азаяды. Сұраныс болмайды. Келесі 5. Ол ескертіле ма? Ескертіледі. Қалай ескертіледі? Бізде ұлттық классификатор бар. Әр 5 жыл сайын ол жаңарып тұрады. Біз бүкіл сол 129 мамандықтардың классификаторды ескерттік. Еңбек министрлігі мінекейіңіз, мына мамандықтарды ақырындап тоқтатыңыздар келесі 5 жыл. Ол кісілер тыңдап отыр ма? Қиын, бірақ білесіздер ғой, бізде мемлекеттік органдар бірінші тыңдамайды. Оларға бір нәрсені көндіру, түсіндіру өте қиын. Мәндеға тимей, бір жерге тимей көп тыңдау қиын. Көп тыңдау қиын, өкінішке орай. Бізде енді проблема, нақты үлкен бір проблема болмаған жағдайларда мемлекеттік органдар сонда ғана сізге бет бұрады да, мына проблема екен ғой, айтпадыңдар ма? Біз 5 жыл бойы айтып жүрген проблемамыз дегендей. Мына мамандықтардың барлығы қағазбастылыққа негізделген мамандықтар ма? Қағазбен көп жұмыс жасайтын мамандықтар ма? Әйтпесе біздің елде көп жағдайда қағазбастылық. Әйтеуір есеп беру, қағазға жазу, әлі қағазбен жүру. Дәл солай. 1-2 мысал келтіріп кетейін, мысалы, жойылып жатқан мамандықтар. Мысалы, есепшілер. Қазіргі таңда көп компаниялар есеп жүргізу үшін бухгалтерлер. Один бухгалтерия тәрізді неше түрлі бағдарламалар қолдануға бастады. Сонда негізгі бұрынғы мына қағаздарды жинайды, учет жүргізеді, мына кіріс шығыстарды бір бағдарламаның ішіне кіргізетін сол нәрселер қазір қатты автоматтандырылып жатыр. Қазір мына қарасаңыздар, келісім шарттардың өздері iDocs тәрізді компаниялар шығып жатыр. Бұлар қарасаңыз қағазда да ақырындап жойылады. Қол қою деген. Қол қою қазір ЕЦП электрондық өзіңіздің қолыңызды қоя саласыз да, ақырында 5-10 жылда есеп жүргізу компаниялар арасындағы ИП, ТО, серіктестіктердің арасындағы болған қаржылай, есептік, құқықтық қарым-қатынастарды бәрі электрондық форматқа көшеді ақырындап.
сонда отырып мына қағаздарды жинақтап бәрі автомат түрде болады. Есепшілер әрі керек болады, бірақ жоғары деңгейлі есепшілер. Олар жалпы ол қаржы директорлары дейміз, олар финансовый директор, қаржы директорлар, олар компанияның жалпы соланы бүкіл ақпараттарды жинақтап осы директор мырза қараңызшы, бізде мына жақта шығындарымыз былтыр көп болып кетті, қазірмен салыстырғанда олар салыстырмалы түрде аналитикалық әлі керек болады. Бірақ мына первичка дейді, ол нелер, бұл негізгі құжаттар, олар бір квитанцияларды жинап, шоттарды шығару, ол бәрі автоматтандырылып кетеді. Сондықтан есепшілердің болашағы мүшкіл. 5-10 жылда ондай төмендегідегі есепшілер көп керек болмайды. Немесе учетчиктер, мысалы, немесе табельщиктер, білесіздер, үлкен мысалы құрылыста табельщик деген адамдар бар. Олар кім қашан келді, қанша сағат жұмыс істеді, табель жинайды, мысалы. Осындай бригадада осынша адам істеп жатыр, осындай. Қазір қарасаңыздар, мысалы, BI үлкен компанияларда бұрын 5 жыл бұрын, 4 жыл бұрын енгізіліп кеткен мына жүйелер. Адам келеді, Face ID дейді, оның несін істеп жатты, мына Есен Елеукен сағат 8:15-те кірді, құрылысқа кірді. Шықты, мінекей 12:45-те асқа шығып кетті үзіліске, 1:45-те қайтып келді. Мына BI-да үлкен компанияларда базиста істейтін біледі, мен қазір айтып жатқан олар. Бізде ондай жүйе деп. Немесе немен карточкалар болады, карточкамен кірдің, шықтың. Болды. Табельщик керек жоқ, ол автомат түрде өзі есептеп қояды, бухгалтерияға жібереді. Табель өзінің бір формасы бар, табель автомат түрде шығарып салады да, сізге жібереді, қол қоя саласыз да, болды, жалақыңызды төлейді, бітті. Немесе мына қоймашылар. Білесіздер, бір мысалы құрылыста, тау-кен саласында қоймашылар болған тұғын, келеді, бірдеңке бір оборудование алуымыз керек, каскаңызды алуымыз керек, журнал береді сізге, журналға қол қоясыз, ол сізге жағы осылай Есен Елеукен, осы менен касканы күштілерін өзінікіне береді. Сосын қазір ол бәрі автоматтандырылған. Мысалы, тау-кен саласында ламповщик деген бір мамандық бар. Әр күнге дейін кейбір тау-кен орындарында бар. Лампылармен түседі ғой шахтерлар астыға. Қазір лампылар, олар бұрын лампыларды көру керек, тексеру керек, неге десеңіз, жарылады, білесіздер, газ жинақ болады да, жарылыс болады. Қазір лампыларды қолданбайды, қазір суық жарықты қолданады, флуоресцентті. Болды, ламповщик кетті. Бұрын кәдімгі отырушы еді былай. Проходнойда отырады. Келіңіздер, Нұрбек, Саясат, кіру уақыты осындай, лампа тексерілген, лампаны алды, лампаны кірді деген. Қазір бәрі автоматтандырылып кетті. Яғни біркелкі қатты былай автоматтандыруға тез ұшырайтын, қайталанатын операцияларға негізделген мамандықтардың бәрі қауіпті зонада, бәрі ақырындап кетеді өндірістен. Жақсы. Мен бағана осы сұрақты қойғым келіп еді, бірақ енді өзіңіз айтып бердіңіз. Мен осы IT-ге осыған басымдық бердім деп, енді негізгі мамандығыңыз саясаттанушы, саясатта да жүрдіңіз. Нұр Отанда білдей бір институт басқардыңыз. Ол жерде айтпақшы, жасай алмай қалған дүние болды ма? Мынаны жасадым, мынаны жасай алмадым деп қысқа нұсқа. Көп болды. Көп. Бірінші менің негізгі себебім, неге мен жеке секторға көшу. Мемлекеттік қызметте үлкен қанағатсыздық болды да, неге десеңіз, біз көп нәрсе жасаймыз, көп нәрсе жазамыз, айтамыз, бірақ продукт жасамаймыз, өнім жасамаймыз. Мен түсіндім, менің ең мықты жылдарым өмірімдегі, ең былай жастық шақты, энергияға толған, неше түрлі ойларға, пікірлерге толған уақытым, бір продукт жасалған жоқпын мен. Бірде-бір продукт, яғни міне қазір атлас бар, міне жасадым, міне жасап шықтық. Жаңа атласы адамдарға нақты құрал, олар алады, қолданады, күнделікті өмірлері өзгереді, бір жақсылық пайда болады, ол бір пайдасы тиетін бір өнім жасаған жоқ. Қолға ұстайтын. Қолға ұстайтын. Біз қанша айтылды, қанша жасалды, қанша бір жоспар жасалды, бір қолмен ұстайтын, сізде мысалы жайдарман сіздің жемісіңіз, сіздің былай қарасаңыз балаңыз, сіздің продуктіңіз, өніміңіз. Білесіз ғой, мен жасаған нәрсе бәрі біледі, біз де білеміз. Менде де сондай нәрсе болған жоқ та, мен содан қатты өкіндім. Қалай мен сонша оқыдық, сонша жұмыс істедік, бір атайтын нәрсе жоқ та, продукт жоқ. Ең үлкен өзгеріс сол болды менің. Қалай, неге десеңіз қарасаңыздар, шетелде табысты адамдар әрқашан немен мақтанады? Лауазыммен мақтанбайды, байлықпен мақтанбайды, олар өзінің өнімдерімен мақтанады. Microsoft, Bill Gates, менің Windows деген міне бағдарламаны жасадым, бәрі ол бүгін дүниенің
90% қолданады Windows'ты. Стив Джобс мен Apple жасады, мінен кейін ең мықты телефон ұялы бәрі Apple'ды қолданады, iPod'ты қолданады. костюм шалбар кимей ақ, Ол киіммен қара мақтанбайды, футболкамен жүріп ақ. қара футболкамен жүреді, машинамен мақтанбайды, лауазыммен мақтанбайды, ол өзінің еңбегінің жемістерімен мақтанады. Сондықтан бұл тағы да үлкен жастарға, әсіресе көрермендерімізге не, сіз лауазым, ананы алам, мынаны алам деп жүгірмеңіз, сіз бір нақты продукт жасаға, яғни сіздің сана сезіміңіз өнімдік продуктлерге арналу керек. Қарасаңыздар, ең табысты адамдар Қазақстанның өзінде бір продукт жасаған адамдар. Солай ғой? Иә. Мысалы, Дарын онлайн деген бір жас балалар, Айбектер. Жап-жас бала, мен соны өкініп отырмын да, мен Айбектің кезінде қазір отырып, лауазымды қумай, карьераны қумай, бір продукт жасаған кезімде, сол Атласты сол кезде жасаған кезінде, қазір ақшам да болушы еді, өзімнің ішкі қанағатым да болушы еді. Мен сол салада, 3 салада қандай нәтижелерге, қазір 15 жылда қандай нәтижелер болушы еді. Неше түрлі жаңа мамандықтар пайда болушы еді, жаңа оқу бағдарламалары пайда болушы еді. Мыңдаған, миллиондаған адамдар бізге риза болушы еді. Рахмет сіздерге, көкелер. Менің балам жаңа мамандықты игерді, ақша тауып жатыр, аяқта тұрды. Рахмет сіздерге жасаған нәрселеріңізге. Көрдіңіз бе? Сондықтан бір өнімділік, продуктлік сондай бір сана сезім қалыптастыру керек. Жалпы Қазақстанның бұл да үлкен проблемасы. Қарасаңыздар, бізде процестік нәрсе. Жасадық, бітірдік, жоспарлап отырмыз, жасаймыз, осындай жоспарымыз бар, осындай неміз бар. Көке шығарды, есіңізде болса, Стив Джобс үндемен жүреді, бір күні қара футболкасымен шығады, айтады, мінекейіңіз, қолына көрсетеді. Бұл жаңа iPhone. Оның мынандай функциялары бар, нарықта болмаған нәрселер мынау, басқа ешкім бұрын ойламаған, істемеген нәрселер мынау. Бәрі Стив Джобс жаңа өнім шығарды нарыққа. Көрдіңіз бе? Илон Маск. Жүреді, тарс дейді, мінекейіңіз. Былтыр бірінші орынға шығып кетті ғой. Бірінші орынға ең бай адам болды. Неге десеңіз, өнім жасайды, ол өнімді миллиондаған, миллиардтаған адамдар қолданады, бітті. Сондықтан біздің сана сезіміміз өзгеру керек. Біз де продукт жасауымыз керек, продукт. Мына қазір қарасаңыздар, Иманбек қаншама не іздесе де, оны бірақ жас жігіт, ол процеске түктестеген жоқ, жастар комитетінің несі болған жоқ, музыкалық білімі де жоқ, жастар комитетінің төрағасы болған жоқ, любимый ректордың любимый студенті болған жоқ, жас отанның мүшесі болған жоқ. Бірақ ол отырды да бір өзіне ләззат үшін бір жақсы көрген нәрсені шұқылап отырды да, бір өзі шығарманы өлеңді алды да, бірақ обработкасын жасап Грэмми алып отыр. Неге десеңіз, өзінің дарының көп уақыт соған жіберіп, сол өзінің дарының бір мықты халықаралық мастерлік деңгейге, шеберлік деңгейге шығарды. Ол кішігірім бір сала болса да, көрдіңіз бе, дүниежүзілік қоғам оған айтты, сен дүние жүзінде ең мықты осы салада жігітсің, мәселен Грэмми. Көрдіңіз бе? Сондықтан жастарымызға бір фокус тауып алыңыз да, сол фокусқа пере беріңіз, продукт өнім жасауға тырысыңыз. Жақсы. Былтыр ұлттық кеңесте бір ашынып айттыңыз президентке. Жаңағы білімге байланысты, білім және ғылым министрлігіне сұхбат бергенде де мемлекеттік қандай қызметке барар едіңіз дегенде білім және ғылым министрлігіне дедіңіз. Қазіргі таңда енді жас министр барынша жұмыс жасап жатыр, бәріміз қолымыздан келгенше қолдап жатырмыз. Не өзгертер едіңіз ол жерге барсаңыз? Менің негізі өзім осы соңғы 10 жыл жинаған білім саласына қатысты үлкен концепциям бар. Бәріне реттеп бір жүйеге келтіріп, соны қазір пысықтап жатырмын. Бір күні шақырып қалса, мен сол ашынып айттым ғой, 40-қа келдік, біз потерянный поколение, біз қалдыра салып. Бұл жаман сабақтастықтың бір жаман үлгісі негізі Қазақстанда. Бір-біріне былай жалғаспай қалды. Менің буыным, қараңызшы, 70-тегілер, елбасы, солардың 80-тегілер үлкен аға буын, ата буын, олар ақырындап кетіп бара жатыр. Қазір 60-тағы 70-тегі уже ақырындап қайтыс болып жатыр. 50-дегі 60-тағы адамдар қазір билікте, а 40-тағы олардан кейін біз келе жатқан буын, қарасаңыздар ортадан бір қалып қалдық та. Бірақ біздің буынымыз жақсы буын негізі. Біз таяқ жедік, сүріндік, ұрындық, ащы мен тұщында көрдік, мемлекеттік қызметте істедік. Қайта сендерде мүмкіндік болды. Біз мүлдем көрінбей кеттік қой. 40 пен 50-дің арасындағы осы 40 пен біз негізі біріктіріп айтып жатырмын, біздің буынымыз 40 пен 50-дегі. Қарасаңыздар, біз министрлікте де жоқ біздің буынымыздан,
сосын алдыда қазір 30-дағыларға соларға ставка қойып қойды, мыналар жастар ғой нелер. Олар мысалы білмейді қазақстанның қазіргі мына тарихын да білмейді. Біз хотя бы 90-шы жылдарда 20-20 жылдарда көріп кеттік қой. Олар сүрінбеген, ұрынбаған, олар жаңа идеялармен шығады да, ой идея жаңа емес, қарағым, ол 15 жыл 10 жыл мен жас болғанда болған идея. Ол неге біз түсінеміз, ол неге жүзеге асырылмаған ол идея. Неге десеңіз, мынау дайын болмады, анау дайын болмады. Мына жерде біз өзіміз қатты оптимист болып кеттік. Біз нақты піскен қазір бізді алып қолдану керек негізі. Мен сол ғой, сол ашылмай. Қолданыңыз біздің тәжірибемізді. Бізге уже сюрреализм де кетіп қалды, романтика да кетіп қалды бізден, біз білеміз. Бірақ қатты пессимист болып кеткен жоқпыз әлі. Әлі күшіміз де бар, денсаулығымыз да бар. Хотя бы бір 10-15 жылға жақсы жұмыс істеуге дайын. Қиындық көргенбіз. Қиындық көргенбіз ең бастысы. 90-шы жылдары бәрін көргенбіз. Біз қатты құтыр кеткен неге, олар қазіргі 20-дағы 30-дағылар, олар қиындықты көрмеген, олар Қазақстанның более-менее уже аяққа тұрған кезінде қалыптасқан балалар, көрдіңіз бе? Олар көп нәрселерді түсінбейді кейде. Сондықтан соны мен ашынып айттым. Енді мен білім министрі болып келген жағдайда үш нәрседен бастаушы едім. Бірінші, ең негізгі нәрсе, бұл білім саласының негізгі проблемасы, ол білім саласының үш мақсаты бар негізі. Бірінші мақсат, ол балаға керекті білім көлемін беру. Академиялық. Екінші, әлеуметтану, яғни ол адамдармен сөйлесу білу керек, бір әлеуметтің бір мүшесі ретінде қалыптасу керек, қабілетін ашу керек. Бірақ үшінші негізгі мақсаты, ол жұмысқа тұру. Яғни мен мектепте білім жүйесінде алған біліммен барып керекті дағдылар қалыптасу керек менің бойымда, барып тікелей жұмысқа кіріп, жұмыссыздық деген оқыған адамға болмау керек жұмыссыздық негізі. Яғни қазіргі таңда білім міне атылысты бастағанда себебіміз сол. Білім беру саласы қазір өкінішке орай ол өз бетімен, өз ішкі проблемалармен ғана шектеліп қалды. Негізгі мәселесі, негізгі мақсаты оны еңбек нарығына дайын кадрды шығару. Солай ғой. Сол мақсат жоғалтып алды білім беру жүйесі. Міне қараңыз, бизнеске айналып кеткен жоқ па? Ол да бар, оның ішінде де ол мәселе бар. 65% жоғары оқу орындарының түлектері 65% өз оқыған мамандығы бойынша оқымайды. Иә. Неліктен? Неге десеңіз, ол мамандықты дұрыс таңдаған жоқ. Ол даже таңдаған да жоқ мамандықты. Оны әке-шешесі таңдап берді. Мамандық емес, қазір мамандық дейді ғой. Мамандық. Олар таңдап берді. Немесе сол грант болған мамандыққа бара салды ол. Амал жоқ. Ол амалсыз. Ол ойлаған да жоқ. Уақыт өткізу керек. Неге? Неге десеңіз, еңбек нарығында жұмысқа тұру үшін бірақ қана құжат қалды бізде, ол жоғары диплом. Қағаз керек бізге. Қандай мамандық керек жоқ. Бұрын мысалы Совет одағында справочниктер болған, тарифный квалификационный справочник. Яғни сен негізгі мамандығың болмаса, сен ол жұмыста істей алмайсың. А бізде қазір филологтар космоспен айналысып жатыр, космоспен инженерлер филологиямен айналысып жатыр. Бәрі шатасып кетті. Юристтер күзетші болып отыр, IT мамандар таможник болып отыр. Қатты шатасып кетті. Неліктен шатасып кетті? Неге десеңіз, білім саласы мен еңбек нарығы ұштастырылмаған. Осы көпірді нығайту үшін атылы сол бір пәле. Енді біз жаңа оқу бағдарламаларды жасау алгоритмін өзгертуіміз керек мүлде. Яғни әсіресе кәсіби білім деңгейінде, жоғары білім деңгейінде оқу бағдарламалары мұғалімдар, профессорлар заводтардан барып сұрау керек. Сізге не керек? Сізге қандай талаптарыңыз бар? Не өзгерді? Біз мысалы қазір осыны пилотты түрде жасап жатырмыз. Мына Хромтау қаласында Хромтау Тау-Кен колледжі бар. Соларда дрондардың, операторлардың бағдарламаны бастадық. Бірақ бұл бағдарлама қалай жасалды? Сол бір 15 біз колледждің оқушыларын жинап алдық. Оларды Донской Тау-Кен орнына директорына апардық. Отырдық, олар бүкіл өздерінің бас инженерлерін жинап алды. Бас инженерлердің біз өзіміздің дайындаған формуларымыз бар, интервью, сауалнамаларымыз бар. Отырып, кәдімгідей барып, шығып өндіріске айтамыз. Міне Марк Шейдер. Біздің колледжімізден шыққан Марк Шейдер, бас Марк Шейдер айтып отыр Казхромның. Қандай сіздің кәсіби өндірістік проблемаларды шешу керек? Ол айтады, осындай 1, 2, 3, 4, 5, мысалы, атвал деген пәле бар. Атвал кейде былай деп құлайды, оны бекіту керек қабырғаларын. Бұрын адамдар шығардан үстіне қанша уақыт, қазір дрон
деп келіп қалады, 1 минуттың ішінде айтады, мына атып несі қабырғасы түсіп қалып жатыр екен. Осы нақты айтып береді бізге, осындай бағдарламаны шешу керек дейді. Бопты, олардың бәрін жинап алады, протоколға енгізеді. Сосын қайтып келеді колледжге оқытушылар и оқу бағдарламасын сол өндірістік проблемаларға негіздеп жасап шығады. Енді сол бағдарламаның түлегі қазір олар бітіреді жақында, бір 6 айдан кейін. Сосын мен түсіріп әкелемін сіздерге. Ол сосын кәсіпорынға барады. Бізде қалай жаңа түлектерге білесіз бе, қалай айтады оларға? Сен дейді қазір ұмыт бәрін, саған оқытқан нәрсені ұмыт, қазір өндіріс басталады, мен саған үйретемін, жаңадан үйретемін, не істеу керек? Қайтадан бастап үйретемін. Бізде мына бағдарлама алла жазса басқаша, мүлдем басқаша болады. Ана түлек көреді, маркшайдер айтады, мен бәрін білем, дронды қолданыла, мені нақты оқытқан сертификатым бар, міне сертификаттан өттім мен. Сізге қандай мәселе шешілу керек? Айтады, осындай мәселе шешілу керек. Болды, мен қазір оны шешемін сізге ол мәселені. Яғни оқу бағдарламалар мен мазмұны өндірістік талаптарға негізделу керек. Ол алгоритмді ауыстыру мүмкін. Біз қазір ауыстырып жатырмыз алгоритмді. Яғни мына ұлттық классификациялық кәсіби стандарттар, мына кәсіпорындар өндірісті жасаған. Енді тікелей оқу бағдарламаларға аударылу керек. Бізде қазір ол көпір жоқ. Бұл бірінші үлкен мәселе. Екінші үлкен мәселе ол қазіргі таңда еңбек нарығындағы, бұл еңбек нарығының мәселесі негізі. Бірақ оқу. Қараңызшы. Бізде диплом керек жұмысқа тұру үшін. Сондықтан жоғары оқу орындарында, мектептерде, колледждерде парақорлық өте көп. Неге? Білет бала диплом алу керек жұмысқа тұру үшін. Оқытушы да оны біледі. Бала келеді айтады, сіз қазір дейді, еңбек нарығына мені шектейтін, мен жұмыс арамызда тұратын бір шектеу, ол сіз, оқытушы, профессорсыз. Давайте былай істейік, менің уақытым жоқ, талабым да жоқ, ынтам да жоқ, уақытым да жоқ, ниетім де жоқ. Маған бірақ мына қағаз керек, қағазбен барып жұмысқа тұрамын мен. Мені күтіп отырған жақта келісіп қойды мен әкем. Бірақ қағаз алып келу керек. Сіздің де уақытыңыз жоқ, жалақыңыз төмен, міне сізге $100 аға. Сіз де риза, мен де риза, екеуміз келісіп, давайте шешейік мәселені. Мысалы, Ұлыбританияда қалай жасалған? Мына англо-саксон елдерінде Ұлыбритания, Австралия, ақш, Сингапур, ең мықты дамыған қазір жоғары білім жүйелері дамыған елдерде, Скандинавия елдерінде басқа жүйе. Ол жерде диплом жеткіліксіз жұмысқа тұру үшін. Ол жерде бала, жас маман дипломды бітірді, сол дипломмен арнайы кәсіби қауымдастыққа барады. Мысалы, маркетологтар қауымдастығы. Сол жақта кәсіби емтихан тапсырады. Ана есіңізде бар ма? Қаржы ACCA, CPA, CFA деген сертификаттар бар ғой, арнайы сертификат. Бұл сертификатты кәсіби емтиханның нәтижесінде ғана береді. Сіз маркетолог болғыңыз келеді ме? Барып 4 жыл маркетингті оқисыз. Сосын Ұлыбританияның маркетологтар қауымдастығына барасыз. Chartered Institute деген бір атағы бар. Соған кәсіби емтиханға дайындаласыз, кәсіби емтиханды тапсырасыз, сізге сертификат береді, сонымен ғана жұмысқа тұра аласыз сіз. Яғни мына парақорлық мәселесі университеттерден шығады. Мағынасы жоқ, пайдасы жоқ сізге пара төлеуге университетте. Неге десеңіз, колледждің профессордың өзі айтады, көкем керек жоқ дейді, мен саған пара, менің ақшам. Сен сосын оқи алмайсың, білім алмайсың мына жерден. Емтихан тапсыра алмайсың ғой, емтиханды мен ұйымдастырмаймын ғой. Босқа неге ақша беріп жатсың маған? Ал қарасаңыздар, рейтингтері бар. Мына қазір ұлттық палата, атамекен палатасы, кәсіпкерлер палатасы бастады ғой рейтингтер, керекті нәрсе. Мысалы, US News Reports, Times Higher Education деген рейтингтер бар, білесіздер ғой. Рейтингтердің негізгі көрсеткіші қандай білесіздер ме? Жұмыссызбен қамтамасыз ету. Яғни, қай университеттің түлегі бірінші жылы шығып, ең жоғары жалақы алады, ең тез жұмысқа тұрады. Яғни, кімнің түлектерінің артынан бәрі аңдып жүреді. Гарвардтың мысалы түлектерінің артынан аңдып жүреді, біледі, неге десеңіз сапасы өте мықты. Сол секілді бізге де рейтингтер керек, ол рейтингтерді нығайтуымыз керек, және жоғары оқу орындарда біз бәсекеге соққымыз керек. Көке қара, сенің мына бірінші рейтингте тұрған университеттің түлектері, олар тез жұмысқа тұрады, оларды жақсы көреді жұмыс берушілер. Және де мына квалификация жүйені ауыстыруымыз керек. Сонда парақорлық кетеді. Мына соңғы несін түсіндірейін сізге, қараңызшы. Британияда университет неге парақорлық өте аз Британия университеттері? Неге десеңіз, көп университеттер жекеменшік университеттер. Олар біледі, маған адамдар ақша төлеп келеді,
меден шыққан түлек жұмысқа тұра алмаса, онда маған адамдар аз келе бастайды, менің бизнесім банкрот болып кетем, өлем. Яғни мен мықты білім беру керекпін. Бір, екінші, Британияда, ақш-та вуздардың өзі, жоғары оқу орындардың жұмыс берушілердің артынан жүгіреді. Олар кәдімгідей жұмыс берушілердің артынан жүреді. Көке дейді, саған не керек? Мен бәрін, бүкіл бағдарламаларды өзгертем, бүкіл бағдарламаларды саған жасап қоям. Менің жұмысқа алшы, пожалуйста, менің тілегімді. Яғни біз білім жүйесінің фокусын жұмыс берушілерге бағыттауымыз керек. Яғни қазір білім беру жүйесі бір-бірімізге қарап отырмыз да біз. Себебі грант көп бөледі ғой. Грант көп бөледі. Ол ары қарай оларға қажет емес қой. Сәйкесінше ақша келіп тұрып қимылдамайды ғой. Бір ұлттық университеттің ректоры, оған студенттің үні, студенттің пікірі керек жоқ, мүлдем керек жоқ. Ол соңғы үшінші нәрсе айтамын қазір. Яғни квалификациялық жүйені ауыстырсақ, онда парақорлық кетеді, ішкі мотивация пайда болады. Бәрінің, студенттердің де, ата-аналардың да, профессорлардың жақсы оқытуға, десені сол жұмыссыз қалады сосын. И үшінші мәселе, біз өкінішке орай өте жаман теріс бір схеманы, модельді ауыстыруымыз керек. Қараңызшы. Бұл орысша айтқанда конфликт интересов тікелей біздің білім жүйесінде болған. Білім беру стандарттарын кім бекітеді? Білім министрлігі бекітеді. Солай ғой. Білім қалай болу керек? Білім министрлігі бекітеді. Сол стандарттарға сай білім қызметтерін көбінесе білім министрлігінің өзі береді. Неге десеңіз, ұлттық университеттер, мемлекеттік университеттер бәрі кімге бағынады? Білім министрлігіне бағынады. Ректорларды кім тағайындайды? Білім министрлігі қазір ауысты. Енді соңғы ауысты, қазір ақырындап, қазір комиссия бар. Бірақ соның өзінде де білім министрлігі қатты әсер етеді ректорларға. Ақшаны кім бөледі? Білім министрлігі бөледі. Ең соңында сол стандарттарға сай берілген білімнің сапасы сәйкес келеді ме, келмейді ме, кім бақылайды? Білім министрлігі өзінің арнайы комитеті бар, білесіз бе, бақылау. Білім саласындағы қызметтердің сапасын бақылау комитеті бар. Қараңызшы, бір адам, бір ұйым, бір институт өзі не оқытатынын белгілейді, өзі оқытады, өзі бағалайды өз-өзін. Мен дұрыс оқыттым, дұрыс оқытпадым. Бұл мүмкін емес. Сондықтан ректорлар үшін, бұл менеджмент теориясында объект-субъект деген пәле бар. Ректорлар үшін ең басты кім? Объектісі, субъектісі, ол білім министрлігі. Ол ректорға қақпайды ол. Оқытушының пікірі, оқушының пікірі, ата-ананың пікірі. Неге десеңіз, олар оған ақша төлемейді, ол грант арқылы қаржыландырылады. Олар оны тағайындамайды, оны министрлік тағайындайды. Олар оған бағасын бермейді, ол министрлік бағасын береді. Яғни қазіргі таңда жоғары білім саласында действительно түбегейлі сапаға бет бұратын не болсақ, осы схеманы бұзуымыз керек. Оқушылар бағалау керек ректорды. Ректордың сайлауында тек қана білім министрлігі емес, қоғамда бір үні болу керек ректор. Онда ректор жауапкершілікті сезінетіндей. Онда ректор саясаткер ретінде оған әсер ете алатын тараптардың мүддесі мен ниеттерін, талаптарын қабылдайды. Қазір ректор санасады. Қазір ректор ешкіммен санасқысы керегі жоқ оған санасуға. Оны министр тағайындайды, ақшасын министр бөледі, гранттарды министр бөледі, министрліктің комитеті оның жұмысын бағалайды. Зачем оған ол ППС мысалы, профессорлар, зачем оған ол өзінше кішкене былай саясатшы шығады. Сіздер біздің білім ошағымыздың қабырғасыздар, ойбай керек ессіздер, бір пәле айта салады, бірақ былай қарасаңыз олар ешқандай қатысы жоқ ректорға. Ректордың жұмысына директорды дәл солай, мектептің директоры мысалы. Мысалы ақш-та мектептің директоры білесіз бе, сайланады. Оны жергілікті қауымдастық сайлайды, сот секілді. Сонда ол уже ақырындап саясаткер айналады. Ол біледі, қазір дұрыс мына жерде ремонт жасамасам, келесі сайлауда мені сайламайды. Айтады, біздің балаларымыз ремонт жасалмаған мектепте қалай оқиды? Біз саған ой бердік, дауыс бердік. Сондықтан бірінші фокус деңгейінде өзгерту керек білім саласының, яғни еңбек нарығымен ұштастыру керек. Екінші, мына квалификациялық, аттестациялық жүйені, бақылау жүйені өзгерту керек. Және үшіншісі, басқару жүйесін ауыстыру керек. Сонда білесіз ғой, Есен аға, сен тәжірибеңіз мол. Бір нәрсені органикалық түрде өз-өзін жүйе тазару үшін принциптер дұрыс болу керек та. Мотивация дұрыс болып кеткен жағдайда адамдар онда өздері жүйе іштен тазарады да. Онда оқытушылар жақсы оқытуға, ректорлар басқа ойыншылармен санасуға, мектеп директорлары дұрыс ұрламауға, ата-аналар дұрыс талап етуге, әр осы білім саласында жүрген негізгі тараптардың
мотивациялары дұрыс, ниеттері дұрыс жүзеген жағдайда, ниет дұрыс болса бәрі дұрыс болады дегендей, ниеттерді мотивациялар дұрыс түзеткен жағдайда жүйе, мен гарантия беремін, бір 3-5 жыл ішінде тазарады, өзі ішінен тазарады, өз-өзінен іштен тазарады. Жақсы. Атлас жөнінде насихаты қашан басталады? Биыл басталады. Тағы да көрдіңіз бе, мемлекет. Сосын бір өтініш. Бізде қоғам бір тілде емес. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Бізде өкінішке орай біздің ағайындарымыз, енді олардың да кінәсі болар, біздің де кінәміз болар, шет қалып жатады. Басымдық ана тілімізде көбірек болғанын қалаймыз, ашық түрде. Бұл енді көрермендерінде ертең осындай пікірлер болады, соған көбірек басымдық берсеңіздер. Ескертеміз. Иә. Сосын көп тақырып қозғайық деп едік, енді уақытта тығыз, бір тағы келесі жолы бір басқа уақытта әңгіме қозғайық. Енді бұл мамандық бойынша, себебі дәл қазіргі уақытта мамандық таңдау бұл кәдімгі үлкен проблема. Мына ауыл аймақ түсінікті, олар енді мына орталыққа келеді, облыс орталықтарына барады. Менің байқағаным, менің де қызым КТЛ-де оқиды, биылда. Көп ата-ана, көп бала Қазақстанда оқығысы келмейді. Барлығы шетелде, барлығы кәдімгідей, ол жерде бәсекелестік бар, ол жерде білім бар деген сияқты. Енді бұл да бір қынжылтатын дүние. Мен негізі қарсы емеспін шетелде оқуға, бірақ біздің өзімізде де осындай оқу ошақтары болып, бәсекелеске түсетіндей сондай бір оқу орындары көбейсе, нақты өзінің мамандықтарына сай, керек мамандықтарды оқытса деген. Сондықтан да жаңағы мамандықтарды естіп отырмын. Өте жақсы. Енді бұл біздің подкастты көбінесе елдегі ағайындар көреді. Нақты мектеп бітіріп отырған, келер жылда мектеп бітіретін балаларға алдағы уақытта, алдағы 5-10 жылда керек нақты қандай мамандықтар? Соны атап бере аласыз ба? Атап бере аламын. Осыған дайындалыңыз, балаңыздың қабілетіңіз. Сосын бір байқағаным, шетелден келетін тесттер бар екен баланың болашақ мамандығына. Мен кішкене күмәнмен қараймын, себебі ол біздің менталитетке келе ме, келмей ме. Соған арнайы жасалынған тесттер болса, білмеймін, ол енді бір азаматтық позиция, немесе ол білім министрлігіне тағы да беріп қоямыз ба, немесе бір қоғамдық ұйым жасайын ма. Ол қажет дүние, әсіресе қазақ тілінде. Осы біздің жергілікті неге байланысты. Ондай тест бар. Мен алдында айтып кеттім, Иду навигатор деген платформа. Екі тілде, қазақ, орыс тілінде. Ол жерде біз мінекейміз 2 жыл бүкіл халықаралық тесттерді алып, ұлттық университеттерінің, Мәскеу мемлекеттік университетінің, Канаданың бір үлкен мықты ғылыми орталықтың мамандарымен бірігіп, сол тестлерді 2 жыл валидациядан өткіздік. Біздің құндылықтарымызға, тілімізге, сол менталитетімізге сәйкес жасадық. edunavigatoр.kz деген платформаға кіріңіздер. Осы биылдан бастап ол платформаны қолдануға болады. Именно сол өзіміздің қазақстандық менталитетке жасалған платформа. Мектептерге, колледждерге, жоғары оқу орындарына арналған. Енді нақты мамандықтарға көшейік. 5 негізгі үлкен топ, 5 бағыт. Бірінші бағыт ақпараттық технологиялар. Амалсыз қазір көріп отырмыз цифрландыру. Барлық салада бар. Бүкіл салаға кіріп жатыр қазір. Тау-кен саласына, мұнай-газ, транспорт, көлік, ауыл шаруашылықтың өзіне қатты цифрландыруға қазір ұшырап жатыр. Сондықтан осы жерде 3 бағыт. Бірінші ақпаратпен жұмыс істеу. Қазір дата аналитика деген пәле шығып жатыр. Яғни ақпаратты қорыту, реттеу, оның ішінде машиналық оқыту. Big data деген пәле шығып жатыр. Үлкен көлемді ақпаратпен жұмыс істеу. Және де жасанды интеллект саласында мамандық. Және де data science деген пәле шығып жатыр. Дата ақпарат туралы ғылым. Бұл жерде дата инженерлер, дата аналитиктер, сарапшылар, және де ақпаратты жинайтын, реттейтін инженерлер. Бұл бірінші бағыт. Үлкен ақпараттық саласының ішінде, ақпараттық технология ішіндегі бірінші бағыт. Екінші бағыт ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттандыру, цифрландыру күшейгенше ақпараттық қауіпсіздік мәселелері шыға келеді. Жанында пайда болады. Ол тікелей нәтижесі. Есіңізде болса, осыдан бірнеше ай бұрын Каспийдің бір базасында бір проблема шығып, бүкіл шоттар араласып кетіп, ақша іздеп кеттік. Мінекейіңіз. Сіз мықты ақпараттық қауіпсіздік саласында маман болсаңыздар, Каспий сізді керек сұмдық ақша төлеп, мен сізге бір нәрсе айтайын, мысалы, жалақылар. Бірінші бағытта ақпараттық сарапшылар, дата аналитиктер, дата инженерлер. Мен де қазір Қуат деген жігіт істеп жүрген
жап-жас жігіт университетті бітіріп дата инженер өзі, машиналық оқытумен айналысады, яғни мына бағдарламаларды оқытады ақпаратпен жұмыс істеуге. Мен оған таза 250 мың теңге төлеп тұрдым. Жас түк білмеген жас маманға. Сосын ол жақсы көрсетті, өзіне 650-ге көтерді, қазір Каспиға кетіп қалды. Каспий олар даже сұраған да жоқ, саудаласқан да жоқ, 950 мыңды перді сразу, мәсаған, перді. 1 миллион. А ол жас маман, жуниор дейміз оларды, жас, енді орта деңгейлі маман 1,5-2 миллион алады, таза қолына айлық. Ал мықты машиналық оқыту, дата инженерлер, олар 2,5 миллион, 3 миллион, яғни 10 мың долларға дейін айына алып тұрады. Бізде ондай ақшаны ең дөкей директорларға, министрлер ондай ақшаны алмайды, ондай айлықты алмайды. Сондықтан қазіргі таңда сұраныс өте үлкен, келесі 5-10 жылда ол сұраныс күшейеді. Ол түспейді, тек қана күшейеді. Неге десеңіз, Каспийден кейін бүкіл банкілер енді сондай цифрлық банк болғысы келеді. Қазір Халық банк, Форте банк, Жусан банк, үлкен топтар, осындай мыңдаған топтар, жүздеген сондай IT дата аналитиктер топтарын өздерінің құрып жатыр. Бәріне сондай іздеп, нарықта бәрі жүгіріп іздеп жүр. Әлем Тайрес. Дүниені дөңгелет. Екінші үлкен бағыт қауіпсіздік. Қауіпсіздік деген сұмдық бір талапқа айналып жатыр қазір, ақпараттық қауіпсіздік. Мысалы, оның ішінде 3-4 бағыт бар. Мына біріншісі крипто, шифрование, екіншісі желілік қауіпсіздік, үшіншісі жеке қауіпсіздік. Бірақ қана мысал келтірейін, менің бір жақсы досым бар, орыс жігіт, бір үлкен кісі, мықты, осындай қоғамда жүрген бір кісі, сонымен жұмыс істеуге бастады. Оның жеке қауіпсіздігін қамтамасыз етті ол жігіт, айлығын төлеп тұрады. Ол оның бүкіл парольдарын, әлеуметтік желілерін, қазір білесіздер ғой, әлеуметтік желілер түсіп қалады. Мына жақында бір атақты блогеріміз қанша 6-5 миллион адамды жинап жауып тастады, жылап, бейшара, қалай болды, не болды, қанша еңбегім, қанмен термен жинаған 6 миллион жоғалып кетті дегендей. Қазір мысалы сондай мамандарға өте үлкен сұраныс бар. Және үшінші, ақпарат өте көп. Телекоммуникация саласындағы мамандарға, инженерлерге қазір үлкен тапшылық бар. Неге десеңіз, пандемияның кезінде ақпаратты, қанша көп ақпарат шығуға бастады, біздің желілеріміз қазір шыдамай жатыр. Мына күнде тоқтап қалады, үзіліп қалады, серверлер құлап қалады. Яғни физикалық инфрақұрылымды қамтамасыз ететін телекоммуникация саласындағы инженерлер үлкен сұранысқа ие болады келесі 3-5 жылда. Әсіресе қазір мынандай ақылды желілер деген ұғым шығып жатыр. CDN, Content Delivery Network, Smart Networks. Сол салада қазір бізде 2-3 қана жоғары оқу орнын бастады дайындықта. Ол Назарбаев университет, халықаралық IT университеті, КБТУ және АОС, Алматыдағы энергетика және байланыс университеті. Солар енді бастап жатыр. Бұл бірінші үлкен бағыт. Сондықтан ақпараттық технологияларға балаңыз жақсы оқып не істесе, келесі 5-15 жылда үлкен сұраныс болады. Ол үрдісті тоқтата алмайды ешкім. Бұл басталып кеткен үрдіс. Екінші үлкен бағыт денсаулық сақтау саласы. Енді пандемия бәрімізді не көрсетті, не үйретті? Дүние жүзінде үлкен тапшылық. Кәсіби дәрігерлер әсіресе 3 салада үлкен тапшылық бар екен. Жоғары дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дүние жүзінде 1,5 миллион дефицит бар екен осындай мамандарға, эпидемиологтар. Бізде Қазақстанда 2000 қай жылдары эпидемиология факультеттер жабылып қалған Қазақстанда. Жоқ, өте үлкен, ескіден қалып қалған, сол Совет одағында оқыған, немесе 90 жылдарда, 2000 жылдардың басында оқыған адамдар ғана қалып қалған, мамандар одан кейін оқытылмаған. Қазір үлкен тапшылық. Эпидемиология, вирусология, микроағзалардың генетикасы, мысалы, мына нені жасау үшін, вакцинаны жасау үшін Қазақстанның ғалымдары 1,5 жыл енді қазбақ шықты. Олар біріншіден енді дұрыс протокол бойынша жасады, бірақ мамандар өте аз. Мына микроағзалар, вирустардың ДНК-лары, генетикалық құрылымдар өте күрделі екен. Нәзік. Сол вирусологтар, сол генетиктер жетіспейді қазір, дүние жүзінде жетіспейді. Сіздің балаңыз осында генетик болып шықса, астапыралла, қанша ақша табады. Ең мықты компаниялар, ең мықты үкіметтер соларды қазір аңдып жүрді, бүкіл дүние жүзінде іздеп жүр ондайларды. Және де қазіргі таңда public health management деген пәле бар, яғни денсаулық сақтау қызметтерін реттеу, оларды дұрыс ұйымдастыру.
мына жедел жәрдем қалай ұйымдастырылу керек, осындай пандемия індет болып қалған жағдайларда не болу керек, оның артында жатқан математикалық модельдер де бар екен. Мысалы пандемия деген бір кино шықты атақты, осы пандемик деген 2000 бір жас қыз келеді, отырады қаланың әкімі, маслихаттың төрағасы, жоқ біз қаланы жаппаймыз дейді да, ол арады да борды алады да сызып береді, мінекейіңіз жаппасаңыздар осыншама мың адам өледі, мынаны жасап мына модель былай математикалық сызып береді да оларға модель. Не істейміз дейді, болды жауымыз қалады. Яғни бізде эпидемиологтар осы модельдер жасаған адамдар да жоқ екен. Өзіміз басымыздан өткен нәрсе, үкімет білмейді, сұрайсың үкіметтен, көкелер не істейміз, жабасы бар, локдаун болады ма, карантин болады ма? Неге десеңіз, ондай мамандар тапшылық. Үшінші үлкен бағыт білім беру саласы. Білім беру саласында қазір үлкен тапшылық, сондықтан сіз ұстаздықты менсінбеңіз. Неге десеңіз, дүние жүзінде миллиондаған кәсіби ұстаздарға қазір дефицит, тапшылық бар. Әсіресе мына қашықтан оқыту, гибридтік оқу үрдісіне көшкенде, тәсіліне көшкенде, мына біздің ең мықты ұстаздарымыз сасып қалды. Қазір оқыту жаңа бір несі ашылды, оқытудың жаңа бір көкжиегі ашылды. Енді сіз бұрынғыдай мына физикалық сыныптың ішінде оқыту және виртуалды онлайн форматта оқыту мүлдем басқаша екен. Педагогикалық дизайн деген пәле шығып жатыр. Педагогик дизайнер, яғни мына мазмұнды алып, оны онлайн форматқа ауыстыру. Сосын геймификация деген пәле, яғни оқытуды ойынға айналдыру. Игра практика, игра техника, виртуалды оқыту мысалы, мына VR, AR, виртуалды мазмұн жасау. Көп бір кемінде мына атластың ішінде бар, кемінде 5-7 жаңа мамандық пайда болып жатыр қазір педагогика және білім беру саласында. Мысалы, менде Эрик Соотла деген Эстониядан келген бір азамат менде жұмыс істеп жатыр, біздің компаниямызда. Біз оған сұмдық ақша төлейміз, өте көп ақша төлейміз. Айтпай ақ қояйын, ешкімді ренжітпеу үшін. Бірақ неге төлейміз? Ол неге десеңіз, сол педагогикалық дизайнның маманы. Яғни ол кез келген білім мазмұнды алып, оны онлайн форматта интерактивті түрде өзінің жаттығуларымен, өзінің айтып кеткенде жасанды интеллекттің несілермен келтіріп жасайды да. Бізде ондай маман әдімгідей аз, бір 10 шақты адам бар шығар Қазақстанда. Сондықтан білім беру саласында ұстаздық, жаңа оқыту тәсілдердің мамандары өте аз. Балаларыңыз осы салада оқыса үлкен не болады. Төртінші үлкен бағыт көлік тасымалдау. Пандемия бізге не үйретті? Енді бүкіл компаниялар онлайн форматқа көшуге тура келді. Кішігірім бір кафе, ресторан, мейрамханалар бәрі сондай форматқа көшуге бастады. Кімдер ақша тапты, кімдер қазір тасымалдау, курьерлік компаниялар, Вольт, Глова, Чока, Рахмет, Сенім, Арбуз, қарасаңыздар, миллиондаған оларға инвестиция салып. Миллиардер айналып кетті. Бәрі миллиардер айналып кетті. Неге десеңіз, енді қазіргі осындай пандемиялық жағдайларда жалпы дүние жүзінде ол бәрі өзгеріп жатыр қазір. Бір тауарды бір нүктеден, бір жерден екінші жерге ең тез, ең сенімді, ең кепілді жолмен жеткізу өз бетімен бір үлкен ғылым екен. Оны supply chain management деген пәле екен. Яғни тасымалдау, басқару желілері. Қазіргі таңда бізде көп өкінішке орай ондай мамандырылған аз, жоғары оқу орындары болған. Тынышбаев академияны жауып тастадық көлік саласындағы. Бірақ ол қазір жаңадан логистика және көлік академиясы болып шықты. Бірақ мына сол жерде 1-2 неде Политех Сатпаев университетінде, Әл-Фараби атындағы, сосын карго-ту бір 5-7 нелерді, осындай нелерді оқытады. Бірақ негізгі әрине ол көлік және логистика тасымалдау академиясы. Сіздің балаңыз осы салада мықты инженер болып шыға келсе, жұмыссыз қалмайды. Кез келген тасымал, бұл қана тек қара бұрын ойлаған ғой, КТЖ-ға барасың немесе темір жолға барасың, көліктің тасымалдау. Қазір кез келген компанияда метро, Магнум, үлкен желілік супермаркеттерда бәріне осындай мамандар керек. Не десеңіз, тауарды қалай мен жеткізем, тұтынушыларыма өзіме қалай жеткізем, тауарды тасымалдау желілерді басқаратын мамандар, қоймаларды басқаратын мамандар қазір өте үлкен тапшылық болады келесі 5-10 жылда. Және соңғы сала ауыл шаруашылық саласы.
дүние жүзінің халықтың саны қатты өсіп келе жатыр. Тамақ керек бәрде. Бәрін тамақ, орыстар айтқанда, любовь приходит и уходит, кушать хочется всегда дегендей, тамақ күнделікті. Қазіргі таңда мынандай бір қызық факт айтайын сіздерге. 92 жылдан бастап 2018 жылда дүние жүзінің халықтың саны 7 миллиардтан 8 миллиардқа өсіп кетті. Ал 92 жылы 8 миллиардқа өсу үшін 200 жыл миллиард жинағанбыз. Яғни соңғы 2 ғасырда жинаған миллиардты біз 20 жылда жинап алдық. Соншалықты көп адам қазір дүниеге келіп жатыр. Халықтың дүние жүзінің жеріміздің халықтың саны қатты өсіп келе жатыр. Мысалы біз қатты ойламаймыз ғой. Мысалы Африканың өзінде 1,2 миллиард адам тұрып жатыр қазір. Африканың өзі ең тез дамып келе жатқан елдер қазір Африка елдерінде. Нигерия 200 миллион, Эфиопия 100 миллион, Египет 90 миллион. Түркияның өзі 80 миллион болғандықтан қазір 100 миллионға тақап қалды Түркияның өзі. Сондықтан тамақ көп керек болады. Бұрын қалай болған? Бұрын бір мықты үлкен жерлер, мысалы Бразилия етті көп шығарады, бүкіл жерге таратады. Пандемия оны да кесіп тастады. Қазір өңірлік аймақтық ауыл шаруашылық модельдері пайда болды. Яғни жақын елдерге кім не шығара алады, мен саған нан шығарып берейін, сен маған нан шығарып бер деген сондай алмасу модельді. Қазақстанда біз енді ең үлкен біздің ауруымыз, ең үлкен қатеміз біздің ауыл шаруашылық әлеуетімізді дұрыс қолданбау. Қандай мүмкіндіктер бар? Сұмдық мүмкіндіктер бар. Бір ғана мүмкіндік ол халал ет шығару. Мысалы Австралия, Жаңа Зеландия 1 жылдық шығындарды 1 айдың ішінде жауып тастайды, 3 күннің ішінде жауып тастайды. Кешірім сұраймын, ол құрбан айттың кезінде бүкіл араб дүниесіне, мұсылман дүниесіне негізгі халал еттің, негізгі құрбандықтың қайнар көзі Австралия мен Жаңа Зеландия. Сонда ұшақтармен ана жақтан құрбандық малды әкелетін австралиялықтар 3 күннің ішінде 1 жылдық шығындарды жауып тастайды. 3 күннің ішінде. Құрбан айттың кезінде негізгі құрбандық сол 2 миллионден келеді мысалы. Бірақ қара мысалы. Қазақстанда ауыл шаруашылықта 3 үлкен мамандықтарға қазір үлкен тапшылық бар, сұмдық тапшылық бар, ол бірінші агрономдарға. Білесіздер, бізде қазір теплицаларда жабық интенсивті ауыл шаруашылық моделіне көшіп жатыр көп жерлерде. Білесіздер, голландский цветочник тәрізді қазір гүлдерді өсіреді, томатты өсіреді, әсіресе оңтүстікте агрономдар жетіспейді. Бұрын агрономдарды Голландиядан әкелетін тұғын айына оларға 10-15 мың евро төлейді. Қазір теңге девальвациядан кейін 7-8 миллион теңге айына төлейді бір адамға, мысалы, есіңізге былай елестету үшін да. 5 миллион, 7 миллион, 6 миллион айына бір адамға төлейсіз. Сосын қымбат болып кетті. Голландиялық агрономдар қазір Түркиядан әкелетін болды көбінесе. Түркияда Анталия, қазір Бодрум, Аланияға барсаңыздар, теплица қатты дамып кеттір қазір Аланияда. $3,000 орталама төлейсіз. Түркиядан кейін жап-жас жігіттер 19, 20, 23-те, 21-де. Оларда университет бітірмеген, оларда не бар? Меслік листерлер бар. Біздің бұрынғы ПТУ, профтехучилищені бітірген. Сол кәдімгідей теплицаны оққан агроном 3 жыл оқиды, 2 жыл оқиды, 1 жыл істейді, 2 жыл істейді, тәжірибесі бар, біледі, негізгі жүйелер қалай жұмыс істейді, температура, режимде бәрін ылғалдықты реттеледі. $3-5 мың төлейміз сол жап-жас түріктің жігіттеріне. Агрономдар кәдімгідей үлкен тапшылық. Бізде қазір ауыл шаруашылыққа инвестициялар бар да, есіңізде бар. Енді қазір естіп жатырмыз ғой, Тимур Құлыбаев, қазір Олжа Агро деген үлкен компания құйып, бүкіл Вьетнам, Камбоджадағы бизнестерін сатып, ет шығаруға Tyson Group деген үлкен мықты ақштың несімен келісіп, $2,5 миллиард қазір мына жақта ет комбинаттары салынатын болады. Үлкен қазір сондай инвестиция. Енді дөкейлер, үлкен бизнесмендер енді түсінді. Ең прибыльный бизнес, оказывается, ауыл шаруашылық. Өзіміз менсінбей жүрген, енді ақшаларын шығарып қазір періп жатыр. Қайда періп жатыр ақшаны тағы да? Білім саласына. Қарасаңыздар, бәрі қазір мектеп салып жатыр. Неге десеңіз, оларды түсінді. Адамдар өсіп келе жатыр. Былтыр ғана 500-ге жуық бала туылды Қазақстанда. Олар 4-5 жылда, келесі осы жылда алла жазса, 500 миллион бала туады. Келесі бізде қазір демографиялық толқын жарылыс болып жатыр да. 4-5 жылда олар мектептерге барады, мектеп жоқ, қазір бәрі білім саласына ақша құйып жатыр. Кәдімгідей түсінді, ол да үлкен бизнес екен. Агрономдар сондықтан өте үлкен тапшылық. Екінші, ветеринарлар. Бізде ең үлкен мәселе, біздің етіміз неге экспортқа шығарылмай жатыр, білесіздер ме? Халықаралық өндірістік стандарттарға сай емес. Біздің етіміз жақсы, органикалық, бірақ олар кустарный дейді ғой, өзіміз үшін жасалған ет.
оның өзінің несі бар екен, стандарттары, талаптары бар екен. Мысалы, мал әр 6 ай бұрын өзінің прививка паспорттары болады. Осындай прививка алды, осындай ветеринарлық көмек көрді, осындай бақылау болды, ауырған жоқ, сырқаттаған жоқ, осындай сертификаты бар, несі бар, сосын дұрыс оны тексеріледі, лабораториядан забор алады. Кәдімгідей адамның таза болу екенін өзінің ПЦР тест, прививкаларды дәл сол малға. Біздің етіміз халықаралық экспортқа жарамайды екен. Жақсы ет, бәрі мақтайды оны, бірақ өзіне алады, бірақ тонналап экспортқа шығара алмаймыз. Бұл өте үлкен емес. Сондықтан бізде ветеринария мектебі өте болған уақытында ең сол жоғалтып, қолда болған нәрсені жоғалтып алдық та біз. Ветеринария өте керемет үлкен тапсырыс бар. Неге десеңіз, қазір еттің сапасы бізде ақырында өсіп келе жатыр. Экспорттық потенциалымыз сұмдық, бірақ оған мықты ветеринарлар керек. Оны реттеп тұратын, уақытында дәрілерін беріп тұратын, режимді бақылап тұратын, прививкаларды дұрыс не істейтін. Үшінші, ауыл шаруашылықта сұмдық үлкен сұраныс болып жатқан ол селекция мен генетика. Бізде қарасаңыздар, бірақ қана мысал келтірейін, мына күрішті, күнде күрішті қолданамыз. Жергілікті күрішті салып алса, ақ маржан, қызылордалық өзіміздің күрішімізді. Қарасаңыздар, ол былай сынып қалған, үштері, былай нелері сынық, сондай бір кетіктері бар. Білеміз ғой өзімізді, кішкентай. Неге? Бұл сорт өте ескі сорт. Оны уақытында 60-50 жылдарда шығарған сортта. Қазір генетика мен селекция өте қатты дамып кетті. Мысалы, Қытайда әр айда 20 жаңа күріштің сортын шығарады олар. Бізде қазір селекция мен генетика өте үлкен тапшылық бар. Мына үлкен бизнесмендер ақшаны құйды, олар мықты бизнесмендер. Мен көп адамдар танимын, осы бизнеспен, ауыл шаруашылық бизнеспен айналысып, нәтиже деген компания мысалы. Қарағанды. Біздің қарағандылықтар. Ол енді кәдімгідей ағамыз Ереке, ол былай түсінеді, бұл жерде жүйе болу керек. Өзінің лабораторияның ашып жатыр, қазір ақырында кадрларын оқытып жатыр. Сонда айтады да, ой, Сәке, бізге действительно жаңа сорттарды шығаруымыз керек, ананы шығаруымыз керек. Мен енді түсініп отырмын. Бұл мен ауыл шаруашылықты дамытқым келсе, мен өзім көп жақсы сатқым келсе, мен амалсыз ақшаны ғылымға, ауыл шаруашылықтың зерттеулеріне құю керекпін. Зерттеулер болу керек, лабораториялар болу керек, селекция болу керек, жаңа нелер шығу керек. Біз қорғауымыз керек. Және де бұл жерде тағы да бір соңғы бағытты айтып кетейін. Бұл өте сирек кездесетін мамандық, бұл карантин және өсімдіктердің қорғауы. Бізде мүлдем жоқ мамандар. Неге десеңіз, білесіздер, бізде қанша өсіреміз, бізде интенсивный емес, экстенсивный деген не? Біз егіп тастаймыз да, күтеміз Аллаға. Бісміллә, жаңбыр жауды ма, жаумады ма? Сосын көп жейді оны. Бір енді егіннің кемінде бір 15-20% кетіп қалады да, оның бәрін естігенде бір 40-50% еңбегіңіз кетеді де босқа. Неге десеңіз, жейді неше түрлі өсімдіктер. Сол өсімдіктерге қарсы біз көбінесе химикаттарды қолданамыз. Бірақ химикаттар олар жаман, жерге де жаман, адамға да жаман, сосын оны сату да қиын. Оның сертификациялауы бар, өзінің тазалығы бар, органикалық несі талаптары бар. Сонда қазір ең популярный дүние жүзінде қандай нәрсе? Басқа өсімдіктермен ана жаман өсімдіктерге күресу, карантин дейді. Сіз сол өсімдіктерді жейтін, өсімдік дейтін ғой, доңыздарды, құмырсқаларды, сол ұсақ түйекті жейтін басқа бір жыртқышты әкелесіз, ол басқа өсімдіктерге тиіспейді, ананы жейді, вредительдерді жеп қойды өзі, жәндіктерді. Соны білетін қазір бізде карантин өсімдіктер қорғау мамандары мүлдем жоқ. Біз болашақпен мен білем, өзіміз оқыдық. Қазбек Төлебаев деген жігіт PhD оқыды Голландияда Вагенинген университетінде. Ол сосын бір-ақ қана PhD болды осы салада, бір-ақ қана. Өкінішке орай қазір қайда Қазбегіміз? Испанияда өте жақсы мықты жұмыс істеп жатыр. Ол келді, жұмыс істеді мұнда. Арнайы нейді, директордың орынбасары болды. Бірақ оның алған ең сұмдық біліміне сұраныс болмады Қазақстанда. Жүрді сандалды. Мүмкіндік берілмеді. Мүмкіндік те берілген жоқ, өкінішке орай. Сондықтан бірақ қазір мына бизнес дамыды, ақша құйылды ауыл шаруашылығына. Енді сіздің балаңыз осы өсімдіктер қорғау карантин маманы болса, астапыралла, ол даже көп білімі де болмаса, кемінде $2-3 мың таза тауып отырады. Неге десеңіз, үлкен фермалар қазір бәрі Голландиядан әкеледі, Ресейден әкеледі, Түркиядан әкеледі, Германиядан әкеледі мамандарды, бізде жоқ.
Осы 5 бағытты ескере отырсаңыздар, келесі 5-10 жылда үлкен тапшылық, өсіп келе жатқан тапшылық болады осы мамандықтарға. Бірақ толыққанды ақпаратты алып тұру үшін еңбек.kz сайтына кіріп тұрыңыздар. Оның ішінде атылыс, жаңа мамандықтар атылысын тауып алыңыздар. Біз әр 3 жыл сайын жаңартып отырамыз, ақпараттарды беріп отырамыз 3 тілде, қазақ, орыс, ағылшын тілінде, және де edunavigator.kz деген платформаға кіріп тұрыңыздар. Ол еңбек нарығы бойынша, жалақылар бойынша, вакансиялар бойынша, жаңа мамандықтар бойынша, жаңа талаптар бойынша, гранттар бойынша бір жерде ақпарат тестілі бәрі бір жерде бар. Сонда бала кіреді, өзін бағалайды, оған біздің жүйеміз мына жасанды интеллект мінекей мына мамандық жарайды сізге, мына мамандық жарайды, мына мамандық жарайды ақпаратты береді. Мына мамандықты таңдасам мен қанша ақша таба аламын нарықта, вакансиялар көп болады ма, талаптар қандай екен, мені біреу күтіп отыр ма, ана еңбек нарығында күтпей отыр ма, бүкіл ақпаратты береміз біз. Яғни ата-аналарға, талапкерлерге, үміткерлерге, мына жас мамандарға еңбек нарығында не істеу керек, қандай бағыттар бар екенін бір жерде бәрі бүкіл ақпарат жинақтап біз дайындап қойдық. Көп рахмет. Біраз мағлұмат алдық. Шынында да мен өзім де осылай ойлағам, негізі ұлы жобасын. Бұл енді атлас тоқтап қалмайды. Жыл сайын зерттеліп, ары қарай тағы да басқа мамандықтар, жаңағы басқа мамандықтар зерттелініп ұсынылады ғой. Бұл енді аяқсыз қалмайтын шығар. Сіз оны тастап кетпейтін шығарсыз. Жоқ, тастамаймыз. Мен айтып кеткенімдей, мен 13 жыл мемлекеттік қызметте жүріп, қанша бастамалар болды. Мына да кішкене бір шет шыға бастады, қолға ұстайтындай болғаннан кейін бұл енді өзіңнің балаң сияқты ғой. Дәл солай. Біз енді қалдырмаймыз. Сондықтан да көп рахмет әңгімеңізге. Біраз тағы да қозғайтын әңгімелер бар. Алла жазса, сәтін салса, басқа тақырыпта міндетті түрде жолығатын боламыз. Рахмет үлкен. Сәттілік. Рахмет. Аманшылыққа. Рахмет.